саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Естіліп тұр ма, көрініп тұр ма? Саламатсыз ба? Естіліп тұр. Саламатсыз ба? Көрініп тұр, естіліп тұр. Мхм. Қайырлы кеш. Мүмкіндік болып жатса, түсініп тұрамын, енді бүгін бірінші күн, кешкілік уақыт, мүмкіндік болып жатса, камераларыңызды қосып қойсаңыз болады. Чатқа жазып, сұрақтар болып жатса, сол жаққа да қоюға болады. Қазір Анель презентацию включ. Біз осы жерде күнде осылай жазып қоямыз. Так, қараңыз енді, Диана Орынбасарқызы, осы бір сообщениеге сразу жазыңызшы, өйткені қазір бүйтіп бәрі жазған кезде сіздікі төмен түсіп кетеді. Мысалы, Әмірғали Диана Орынбасарқызы, қай пән? Қазақ тілі мұғалімі, осыншама мектеп, кәдімгі мектебіңіздің ауданын, несін барлығын түгел бүйтіп жазып тастаңызшы. Анель өзіне тіркеп алады да, сол бойынша біз білеміз, өйткені бізде бір потокта болған, аты, фамилиясы бірдей, бірақ отчествосы бөлек. Сондай адамдар да болған. Сондықтан бір-біріңіздің үстіңізге түсіп кетпес үшін өтініш сөйтіп жазып қойыңыз. Анель өзі белгілеп ала береді. Ақтөбе облысы деп көріп жатырмын. Мен де Ақтөбе облысынан туылдым. Так. Сұрақтар болып жатса, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Жалпы енді тағы да жоба бойынша айта берейін, пока жазылып жатқанша. Бізде қатысушылар көбісі ойлайды, төтенше жағдай, өрт деп, ол жаңағы алғашқы әскери дайындығының немесе мектепте кім бар, завхоз дейді, тағы да басқа біреулерге қатысты нәрселер деп ойлайды. Негізі біздің кәдімгі өзіміздің тәжірибемізде болған жағдайлар, пән мұғалімдері, сонымен даже тіл мұғалімдері болсын, химияның, биологияның да бастауыш классының да мұғалімдері болған бізде. Сол адамдар осы сақ жобасында өзін кәдімгідей күшті көрсетіп, қазір одан әрмен оны алып кетті. Мысалы, қай жылы, 24-ші жылы бізде мұндай болды. Осы сақ жобасы өткізілді. Содан кейін мұғалімдерге мұндай ұсыныс берді. Осы сақ жобасын өзіңіздің пәніңіз арқылы қалай осы ашар едіңіз, көрер едіңіз деп, жаңа элективный курс деген бар ғой, соны жазды. Сол бойынша конкурс өтіп, ойлап қараңыз, мұғалімдер 100 000 теңгеден ұтып алды. Екі министрліктерге жазып, осы элективті курсын кәдімгі мектептерге енгізу туралы ұсыныс берді. Ойлап қараңыз, қандай күшті мүмкіндік, е. Одан кейін тағы да мектеп ішіндегі әртүрлі жаңағы мектептің мұғалімдеріне арналған әртүрлі жобалар бар, мүмкіндіктер бар. Соны қарап отырсаңыздар болады. Біздің жаңағы Инстаграм парақшамыз бар ғой, соған жазылып қойсаңыз болады. Біз шығарып отырамыз. Жаңағы біздің партнерлардың беріп жатқан ұсыныстары болып жатады. Және мектеп оқушыларына да жақсы мүмкіндік бар. Өткен жылы 25-те бізде жарыс болды, шығармашылық. Осы сақ жобасын олар шығармашылық арқылы қалай көрсете алады деген әртүрлі жаңағы комикс болды, бір балдар квест жазады, сурет салды, стикер түрінде құрастырды, әртүрлі болды, кәдімгі видеороликтар болды, анимация болды. Мен жаңағы приемный комиссияның жаңағы конкурсты қабылдап отыратын ішінде болдым. Енді білсеңіздер ғой, қаншалықты жұмыс келгенін. Соның ішінде енді қалай бағалайсың? Мысалы, анау да күшті, мынау да күшті. Сонда ойлайсың ғой, қаншама баланың ішінде талант жатыр. Былай қарасаң, төтенше жағдай деген бір әдемі зат емес қой, бір тау, су, өзен деген тақырып емес қой, андай әдемі, тамсанатын зат емес, кішкене қорқынышты тақырып қой былайша қарағанда. Бірақ соның өзін қалай жеткізе білді баланың жүрегімен. Сол үшін бұл жобаның да осындай бір мүмкіндіктері жақсы. Сосын сізге айта кетейін, мен енді баға бермеймін, тест болғанмен мен бағаламаймын ғой, сіздің кәдімгі әріптесіңіз. Мен де мектепте, университетте жұмыс жасаймын. Бірімізге дос ретінде
әріптес ретінде, тілекші ретінде хабарласып отырайық. Егер де бір сұрақтарыңыз болып жатса, мен жекеме де жазсаңыз болады. Мен сіздің WhatsApp чатыңызда боламын. Қосады бүгін мені. Мен өзімнің номерімді белгілеп кетемін. Мынау менің номерім деп. Жекеге жазып, енді жұмыс уақытында, кешкілік уақыт емес, демалыс уақытында емес, сұрақтарыңыз болып жатса, қоюыңызға болады. Өйткені мысалы бір мұғалім болды, мысалы мен қазақ тілі мұғалімін ойлайды да, мен төтенше жағдай туралы не айтамын, мен қазақ тілінің мұғалімімін ғой, пән мұғалімімін ғой деген сияқты болды. Біреу ағылшын тілінікі болды. Сол ағылшын тілінің мұғалімі, кстати, сізге айтайын, төтенше жағдайдың әртүрлі өзінің терминологиясы бар ғой, тақырыптары бар. Соны ағылшыншаға аударды. Өйткені балдар мысалы аэропортқа барады, шетелге жарыстарға барады, оқуға түскен кезде ол да біліп жүрсін деген. Мысалы ойлап қараңыз, қандай жақсы пайда тіл арқылы осындай тақырыпты қаншалықты так. Так, Таңатар Арайлым Жазықбайқызы, сіз мына жақта тіл туралы жазып жатсыз ғой. Бізде орыс тобы бар ғой. Айнам Естіп жатсыз ба Котова, мені? наверное, пусть посидит пока здесь, она понимает же Мгм, материал. Я ей сейчас ссылочку дам на русскую группу, она туда перейдет и уже мгм. ну, с завтрашнего дня будет там. Хорошо. Арайлым, онда сіз бүгін біз жақта бола тұрыңыз, иә? Жалпы мен түсіндіргенде байқап жатқан шығарсыздар, қарапайым тілмен түсіндіруге тырысамын. Өйткені академиялық тіл, ғылыми тіл жалпы өмірде жеткілікті болар сіздің. Сол үшін біз бұл кешкілік отқасын мен ондай дәу әдемі сөздермен айтпай, кәдімгі түсінікті қарапайым тілмен айтуға түсіндіремін. Кейін сосын Арайлым жаңа неге орыс тобына қосылсаңыз болады. Екі жақта да мен өткіземін, екі жақта да бір материалдар. Сол үшін ондай ешқандай айырмашылық болмайды. Так, енді мен бастайын. Экран көрініп тұр ма сіздерге? Иә. Төтенше жағдай дегеніміз жалпы не? Төтенше деген кезде енді жағдай түсінікті, әртүрлі өмірде жағдайлар болып жатады. Күнделікті мерекелік жағдайлар, ал төтенше жағдай деген болады. Төтенше бұл біздің күнделікті қалыпты деген жағдайдан ерекше күнді айтамыз. Мысалы кешкі сағат 7-де даланың қараңғы болуы бізге қалыпты жағдай. Сәуір айында мысалы солтүстік Қазақстанда қар жатуы қалыпты жағдай, бірақ оңтүстік Қазақстан үшін ол қалыпты емес. Өйткені олар қыста да қар жатпайды, оларда сәуір түгілі. Оларда қазір гүл-гүлдеп әртүрлі жаңағы жазғы тұрым террассалар, кофейнялар ашылып жатыр. Мысалы бір облыстарда, аймақтарда кәдімгідей жауын шашын жауып жатыр, ал кейбір жақта әлі құрғақшылық, шаңдақ болып жатыр. Бұл әр жерге өзінің қалыптысы бар. Яғни адам сияқты, оқушы сияқты, жалпы кез келген бір тіршілік иесі индивидуумға әркім әртүрлі. Дәл солай әр жердің өзінің бір ерекшеліктері болады. Оның қалыптысы, ал кейде болады сол қалыптыдан бір ауытқуы, бер қартай ауытқуы, соны біз төтенше жағдай деп айтамыз. Бұл адамның мысалы температурасы көтерілген кезде ол бізге төтенше жағдай. Өйткені біздің температурамыз 35, 36, 36-да 6-ға қалыпты болса, 37, 38-ге, 39-ға келген кезде бізге ол төтенше жағдай болады. Егер керісінше мұздап гипотермияға түсіп кеткен кезде, там қатты суықтап, бұл да бізге қалыпты емес, төтенше жағдай болып келеді. Енді соны сол көзқарасты біз енді табиғатқа қатысты және де техногендік төтенше жағдайларға қатысты қараймыз. Қандай төтенше жағдайлар болуы мүмкін табиғатқа қатысты, табиғи сипатта. Табиғи және техногендік төтенше жағдайлар
қазір мына жерде біреулерде сұрақ туындауы мүмкін. Неге біз тек қана осы екі тақырыпта ғана айтамыз деп. Мысалы мектепке қатысты көбісінде жаңағы буллинг темасы бар, террор бар, кибер қауіпсіздік деген бар. Бұл тақырыптардың барлығын егер біз қамтитын болсақ, ойлап қараңыз, онда біз бір аптамен шектелмейміз, күнде кездесу қайта отыру керек боламыз, және де ол сізге қатысушы мұғалім ретінде сізге ауыртпашылық болады. Сол себепті сізге ойлап қараңыз, қаншама кең деген тақырыптарға түсу керек болады. Ал табиғатқа қатысты ол мектептің программасына кәдімгі жақсы келісетін тақырыптар. Сол үшін біз әлеуметтік кибер технологияларға қатысты төтенше жағдайларды біз қозғамаймыз. Ал осы табиғат пен техногендікке қатыстыны айтып өтеміз. Табиғи төтенше жағдайларға не жатады? Бұл жер сілкінісі, сел, қар көшкіні, су тасқыны, әртүрлі шаңды дауылдар жатады, сайдаланың өртенуі, орманның өртенуі және әртүрлі эпидемиялар. Соның ішіне мысалы пандемия да кіреді, жануарлардың арасында және өсімдіктердің арасында. Мысалы әртүрлі төтенше жағдайлар болып тұрады. Ал техногендік деген бұл адамның қолымен жаратылған және адамның технологиясына қатысты болған төтенше жағдайларды айтамыз. Әрбір тақырыптарға қазір тоқталамын. Мен қазір жалпы андай схемасын құрып беріп жатырмын. Кейін қазір өрт, су дегенге әрқайсысына жеке тоқталамын. Қорықпаңыз, мынау неге басқа жаққа кетіп қалды деп. Төтенше жағдай деңгейі бойынша үшке бөлінеді. Бұл жасыл, сары және қанық қызыл. Енді кішкене әртүрлі көп бөліктері бар. Біз жалпы негізгілеріне тоқталып жатырмыз. Мысалы жасыл деңгей деген бар. Жасыл деңгей деген сөз төтенше жағдай болуы мүмкін, бірақ әзірше жоқ. Бірақ жасыл деген сөз бұл мүлде жоқ деген емес. Мен әрдайым осының бар екен, мына жеріме миыма түртіп жүрмін деген сөз. Мысалы ол біздің кәдімгі педагогикалық өмірге де келіседі. Сіз мектепте отырған кезде білесіз ғой, күнде бір нәрсе болады. Айтыңыздаршы, мектепте бір тыныш күн болмайды ғой, сабақ берген кезде. Күнде бір нәрсе болады да жүреді. Айтады ғой біреулер, жаңағы әрбір күн бір-біріне ұқсайды деп. Бірақ сен педагог болсаң, сенің әр күнің бір-біріне ұқсай алмайды, потому что күнде бір нәрсе болады, табылады да отырады бір проблема. Сол жасыл деңгей деген сол. Ал кейде болады бір жаңағы бәрі бір-бірінің үстіне бытысып жатады. Ана жақта Новый год, мына жақта жаңағы Сочи бар, мынаусы бар. Сол сары бір шаралар пайдалану керек. Ата-аналар жиналысы, жыл аяқталып жатыр, отчет беру керек деген сияқты. Бұл кезде осы төтенше жағдайдың масштабында сары болады. Ал кейде қызыл деген болады. Бәрі бір-бірінің үстіне төпеп, құлап жатқан кезде, қосымша бір көмек сұрау керек кезде, бұл уже қызыл деңгей деп айтылады. Бұл жалпы біздің өмірімізде де бар, төтенше жағдайда да бұл осылай болып тұрады. Және де оның жаңағы аумағына қарай оқшауланатын және оқшауланбайтын, оқшаулауға жарамайтын төтенше жағдайлар бар. Мысалы өрт, мысалы от қой, мысалы өрт болып жатыр. Ол бір жерге қатысты. Мысалы біреудің үй болсын, пәтері болсын, сарайында болсын, кабинетте болсын, машиналар соғысса, ол мысалы қай көшеде, қай бұрылыста, қай даңғылда екенін білеміз. Ал оқшауланбайды деген сөз, мысалы жер сілкінісі. Жер сілкінісі ол жердің төменгі жағынан жоғары қарай көтеріледі, беткі қабаттан ол әрмен қарай таралады. Оңтүстік Қазақстанда болған жер сілкінісі бұл солтүстік орталық Қазақстанға қарай жетуі мүмкін. Бұл жаңағы оның осындай әсерінен, яғни ол оқшауланбайды. Бір жерге бет көміп қамалып отырғыза алмайсың. Және дәрежесіне қалай, ол бір жерге қатысты болуы мүмкін. Объект, мысалы, мына жерде шәйнектің астындағы несі тұтанып кетсе, ол сол бір жерде объектте болады. Мысалы, бір кабинетте, химия кабинетінде бір жаңағы несі ингредиенті түсіп кетіп, бір от шашып, немесе иіс шығып кетіп жатса, ол сол точкаде объектте болып жатқан нәрсе. Жергілік деген сөз енді ол сол аумаққа қатысты белгілі. Аймақ, ол мысалы бізде 24-те су келген кезде, ол Батыс Қазақстан аймағын түгел алып кетті. Соның ішінде мысалы Атырау, Ақтөбе, Орал облыстары түгел кетті. Жаһандық бұл, яғни жалпы әлемге қатысты, бұл жаңағы мұздықтардың еруі, озон қабатының жарылуы деген сияқты әртүрлі
әлемге қатысты төтенше жағдайлар. Енді төтенше жағдайлардың мен қазір көрініп тұр ма, естіліп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Естіліп жатырмын ба? Даусым шығып тұр ма? Иә, естіліп жатыр. Рахмет. Гүлнар Усипековна, сол уақытта, иә, 7-де, 7:30-да, 6-дан 7:30-ға дейін басқа топ болады, 7:30-нан 9-ға дейін сіздің топ болады. Сағат 3-4-терге келіспейді, өйткені ол уақыт бос емес. Енді қараңыз, төтенше жағдайлар біз салдарын айтуымызға болады, қай уақытта түрін, жалпы сипатын айта аламыз ғой, енді мінезін деген сияқты. Енді оның себептері бар, иә, яғни кез келген нәрсенің өзінің бір түп себебі бар. Жайдан жай аспаннан бүйтіп төп етіп еш нәрсе түспейді. Кез келген нәрсенің өзінің бір себебі бар және салдары бар. Осы сақ жобасының мақсаты себебін түсіну. Себебін түсінген кезде біз оған қалай әрекет етеміз және оның қалай алдын алып, оның алдында қалай аман есен шығудың жолдарын қарастырамыз. Және соның енді салдары түбі болады ғой, соның салдарын кішігірім етсек, соншалықты адам өміріне шығынына әкелетіндей етпесек, адамның бүткіл жиған тергені жойылып кетпесін деген жағдайға жетпесек деген осындай мақсат біздікі. Ал оны біз адамның өміріндегі ең жаңағы қымбаты, ең байлығы бұл оның жаны, денсаулығы. Ал былайынша қараған кезде адамның өмірінде ең маңыздысы оның баласы, иә, баласының жаны, амандығы. Ал мектепте әркімнің баласы сізге аманат болып келіп отыр. Осындай біз шешім қабылдаған болатынбыз. Мектеп арқылы, мектеп мұғалімдері арқылы оқушыларды осы тақырыпты түсіндіру, олардың жауапкершілігін көбейту деген сияқты. Енді әрқайсының өзінің себептері болады. Техногендік деп отқан бұл, мен қазір әрқайсына тоқталамын. Қорықпаңыздар. Неге бұлай бетін шалып айтып кетті деп. Техногендік деген сөз бұл әр адамның қолымен дүниеге келген және адамның көбінесе салдарынан болған әртүрлі төтенше жағдайлар. Мысалы, әркімде жаңа көлік, мысалы машина бар, иә, сол машинаны кезінде жаңа құрастырды, адам қолымен техника мен технологияны қосып, темірді қосып, адамның жаңа әртүрлі электроникасын қосып, қазіргі заманда ойластырды. Жарайды, күшті дүние. Зуылдап анда-мында жетесің, ішінде печкасы да бар, кондиционері де бар, жылы жайлы отырасың. Бірақ егер де соның жүргізушісі дұрыс оқымаған болса, жол жүру тәртібін сақтамайтын болса, басқа көліктермен бірге талас тартыс болып, немесе аяз түсті ма, қар түсті ма, су түсті ма, қатқақ болды ма, доңғалағын ауыстыру керек. 60, 40, 50 мына жерде мектеп оқушылары жүреді деген белгіні көрді ма, жылдамдығын төмендету. Қарапайым ереже ол, өйткені жаңағы куәлікті алар кезде соның барлығына өтеді. Өтіп бара жатқан кезде әр жерде тұрады. Ойбай, мына жерде бұрылыс, мына жерде мектеп, мына жерде 60, мына жерде 70, бүйтпе, сөйтпе, барлығы жазылып тұр. Жолшыбай келе жатсаң, кәдімгі бір неде кітап оқып келе сияқтысың, қарап келсең, бәрінде белгі тұрады. Бірақ жол апаттары әрдайым болып отырады. Жол апаттың бір жаман жері адамның денсаулығына, яғни оның мүшесіне, оның әртүрлі сотрясение алуы мүмкін, аяқ қолынан айырылуы мүмкін деген сияқты. Көбінесе ол өлімге алып келеді. Соның ішінде бала өліміне. Жылына бізде 2 миллиондай бала жол апатынан жарақат алады. Ойлап қараңыз, ол кішкентай ғана бала. Бізде баланы ременге отырғызбайды, ана екі ортадағы отырған жерде бала бет әңгіме айтып отырады, я чупа-чупсын сорып отырады, бір жерде жүр, сол жерде шуламаса, тыныш айқайламаса болды дейді.
перзентханадан шығарып алған баласын ешкім жаңағы автокреслоға отырғызбайды, қолына бір гүл шоғын алып келеді, қандай алып келеді, оны 9 ай көтеріп аман есен босанып туылған, ешкім шаруасы жоқ. Ол қолда бүйтіп әйтеуір келе жатыр, сол жерде машина резко тормоз басса, ол не істейді, баланы шампанскийдің пробка ұстап алдыға артқа ұшып кетеді. Ол сүйегі қатпаған балаға болды, бітті. Сондықтан бұның барлығы жауапкершілік. Сол жауапкершілікті бала кезден кәдімгі кезінде, қазір сайрап тұрған балдар кезінде бір таяқшаны да сыза алмады ғой, былайынша қарағанда, мектепке келген кезде. Таяқшаны мың қырық рет көзінен жас тамып отырып жазды, кейін де әріп жазды, одан кейін сөз жазды. Қазір енді өтірікті да шынды да жазып бере алатын балдар ғой, қазір бәрі жетісіп отыр, дәл солай біз төтенше жағдайда жауапкершілікті бала кезінен миының мына бір түкпірінде қалатындай қылып түсіндіре беру керек, что сенің әрекетің жақсылыққа да әкелуі мүмкін, жамандыққа да әкелуі мүмкін. Сен егер осы ережелерді ұстансаң, сен өз өміріңді, басқа адамның өмірін, аманатын жақсы сақтайсың. Егер де осыны сақтамасаң, ол өзіңе де басқаға да зиян әкелуі мүмкін деп, осыны қазірден бастап түсіндіріп тастау керек. Енді тақырып ерекше. Бұл тақырып андай, мен басында ойлайтынмын, қалай мен бұны балаларға түсіндіремін, өйткені менде Қазақстан бойынша зумда отырамын да, әртүрлі мектептерге онлайн сабақ беремін зум бойынша. Астана бойынша жалпы өзім тұрған жерде, және Қазақстан бойынша әртүрлі ауылдық жерлерде болып отырамын. Неде зумда жүремін. Сол кезде ойлайтынмын, мен өйстіп кешкілік ойлап қараңыз, сізге қалай 7:30-да келсем, дәл солай мен күндізгі бүкіл графигім бойынша мен кейде 8-ден 10-ға шейін балалармен отыратын күндерім болды. Сонда ойлайтынмын, мен қалай оларға ұйықтар алдында өрт туралы, су туралы, адам өлімі туралы айтамын. Мен қорқатынмын ондай жауапкершіліктен, егер олар қандай түс көреді, ертең таңертең қандай тұрған кезде көңіл күйі қандай болады деп. Сосын өздерінен ақырындап сұраймын, қалай, сізге түсінікті ма деп. Иә дейді, айтамын, көңілдерің түсіп жатса маған сұрақ қойыңдар, қорықпаңдар, мен жауап беруге тырысамын барлығына деп. Енді 2 жыл өткеннен кейін мен сізге кәдімгідей осы жерде барлық өзімнің тұлғалық, педагогикалық тәжірибемнен айта аламын. Балаларға айту керек. Олар оны түсінеді, қабылдайды, және оны бір жақсы дүниеге айналдырады. Соның ішінде мектептің мұғалімдер, оқушылары қазір әртүрлі жарыстарға қатысып жатыр. Осының арқасында бір оқушылар бар бізде, жыл бойына осы тақырыпты кәдімгідей оқып, түсініп, қызығып, жазда ана мектептің лагерлері болады ғой, сол жаққа барып түсіндіреді соны. Ойларсың, жазда үйде жататын бала ғой, бірақ лагерьдің балдарына да айтқым келеді деп. Бір оқушы қыз бар, бізде жаңа жоба 5 пен 11 класс аралығына арналған ғой. Менен сұрайды, неге біз бастауышқа бармаймыз деп. Айтам, бастауыш енді олар өте кішкентай, әлі түсіндіру қиын, оларға қорқатын шығар, олардың тілін табу керек, бір адам түсінуі мүмкін, бір бала түсінбеуі мүмкін бұл сөздерді деп. Сосын ол маған айтады, мен болашақта, ол кезде ол 8 оқиды, ана оқушы, мен болашақта мұғалім болғым келеді, мен бастауыштың балдарымен жұмыс жасағым келеді, мен осы тақырыпты бастауышқа түсіндіре алатындай қылып, мен өзім текст құрайыншы дейді. Жарайды, құр. Сосын бастауыштың сынып жетекшісімен екеуі келісті, апай тексеріп бәрін қарап берді, екеуі солай сол мектептің бастауыштарының барлығына кіріп шықты. Ойлап қараңыз, бір ғана кішкентай қыздың ниеті. Одан кейін жаңағы өрт сөндірушілерді сол бастауышқа шақыртып, ойлап қараңыздар, өздері кішкентай қандай ғой, еще өрт кезінде бүгілу керек десе, балдар деген бүгіліп эвакуацияға шығып келе жатыр ғой, өздері кішкентай ғой, бойлары балапан сияқты. Ойлап қараңыз, бір баланың ниеті қаншама нәрсеге өзгертуі мүмкін. Сол бала мысалы басқа нәрсені ойлағанша, қазір осы сақ жобасы туралы ойлайды, әртүрлі жаңағы проекттерге қатысып жатыр. Болашақ қазір оқуға бізден жаңағы ұсыным хат, сертификат жинап жатыр, рекомендательное письмо алып жатыр. Соның барлығы өзінің болашақ тағдырына, оқуына әртүрлі әсер етеді. Дәл солай сақ жобасын әртүрлі пайдалануға болады. Сол үшін мына енді қиын сөздер, енді авария, бұзылу, қирау деген қиын болғанмен түсіндіруге болады. Бізде былай ойлағанбыз, сақ жобасын мүмкін мектептерге басқа бір, енді біздің дайындалған адамды жіберсек қалай болады екен деп. Сол кезде байқағанымыз, мектептің оқушыларына егер өзінің мектебінің, туған мектебінің адамы айтқан кезде, оларға ондай ауыр немесе қатты көрінбейді. Өйткені өзінің мектебінің мұғалімі, ол өзінің енді мүшесі, отбасының мүшесі сияқты адам ғой, көз есін білгеннен көріп кеткен адам. Сол үшін сіз арқылы мектептің оқушыларына осыны жеткізсек деген
мысалы 97% деген былайынша қарағанда. Так, менің дауысым естілмей жатыр деп жатыр. Қалай, естіліп тұр ма дауысым? Бір не беріп жіберіңіздерші. Иә, естіліп тұр. Мен тез сөйлеп жатқан жоқпын ба? Жоқ, барлығы түсінікті. Жарайды, егер бір кішкене түсініксіз болып жатса айтып жіберіңіз. Өйткені менде брекет бар аузымда, кейде бір әріп сөз жеп қоятын әдетім бар. Кетіп қалмасын сондай түсініксіз сөздер. Статистика бойынша енді қараңыз, бұл тек қана осы 23-ті алып тұрық, иә. 24 дегенде неше түрлі бізде апаттар болды, нелер болды, соның ішінде тек 23 әлі болмай тұрған кездегі статистиканы қарасақ, 97 деген енді былай қарасаң 100-ге бір қадам жетпей тұр деген сөз ғой, бір түкірім жер ғой қалып тұрған. 97% бұл өрт, ол табиғи өрт болсын, кәдімгі тұрмыстық өрт болсын. Тұрмыстық деген сөз бұл кәдімгі үйдің ішіндегі әртүрлі, мысалы шайник болсын, пеш болсын, гараж болсын, жаңа СТО-лардың өртенуі. Ал табиғи деген сөз бұл сайдаланың, орманның өртенуі. Бұның барлығы, мысалы орман, сайдала дегенде, кажется, біреу барып қасақана өртемейді оны ешкім. Енді біреудің қорасындағы жаңа шөбін өртемесе, енді бір ауылдың бір жындыбайлары, қызғаншақтар, жалпы даланың кәдімгі өртенуі, бұл кәдімгі адамның, былай қарасын, маевкаге шыққаннан, далаға шыққаннан, жаңағы шашлык кәуап жеуге шыққаннан, доп тебуге, жолшыбай кетіп бара жатқан кезде машинадан түскен жаңағы сигаретаның бычоктары бар, мына кішкентай, әлі до конца сөнген жоқ, бірақ ішінде бір оты бар. Одан кейін әртүрлі жаңағы шылым әйнектердің, шыны әйнектердің құлауынан, мысалы кәдімгі физикадан түскен кезде күн сәулесі әйнекке түседі, әйнектен жаңағы сынып кәдімгі кеуіп тұрған жерге түседі, жапырақ болсын, шөп болсын. Біздің енді Қазақстан қатаң континенталды климатқа жатады. Бізде я ойбай қатты ыстық, я ойбай суық, және қатты не ғой, құрғақ ауа ғой бізде. Сайдаладағы шөптердің барлығы бізде кеуіп кетеді. Мысалы жаз басталмас бұрын даланың барлығы кәдімгі сарғайып қоңыр болып тұрады. Жер бізде ондай қатты сулы жер емес, сазды, шаңды, құмды жерлер болғандықтан, ойлап қараңыздар, өртке мындай ғана дүние керек. Сол үшін осы бастан өзіңіздің үйіңізде болсын, балаңызға болсын, оқушыларға болсын түсіндіру керек. Әр нәрсенің өзінің салдары бар. Және де былай қарағанша ойланып қарап, мен лимонадтың бутылкасын далаға тастап кеттім. Я мысалы пивоның бутылкасы, сыраның бутылкасы тұр. Темекінің мындай тұтанбасын лақтырдым. Одан не болады дейсің? Болатыны болады. Өйткені орман өртенген кезде оның бір жаман жері, ол жердің астымен жүреді де, далада мысалы сайдала болса, ол құрғақ шөп, ол тез өршіп кетеді бүйтіп. Бір моментте жайылып кетеді, қап-қара болып жатады. Мен өзім талай көрдім сондай моменттерді, қалай тез кетіп қалатынын бүйтіп деп. Сосын ертең мына болады тополиный пух бар ғой, мамық, соны балдар ойнап немен, шырпымен, зажигалкамен өртейді. Тоже ойлайды, ой, кішкентай нәрсе ғой деп. Негізі содан басталып келеді көп нәрсенің. Отпен ойнама деген ойын шығады, ойнауға болмайды деген содан ғой. Және де ормандар өртенген кезде былай, орманның енді астыңғысы бар, төбесі бар, иә. Астымен өткен кезде ол бықсып кепкен жапырақтардың астымен жүріп келеді да, ең соңында кәдімгі діңгектермен көтеріліп орман алқаптарын алып кетеді. Мысалы Шығыс Қазақстанда 25-ші жылы болды, Қостанай облысында Әулиекөл дейтін жерлер бар, сол жерде 22-ші жылы орман өртенді. Қазір мен сізге санын айтсам құлайсыздар. Қостанайда 40 мың гектар жер өртенді. 40 мың гектар. Ойлап қарасаңыз, мен сол жерді пойызбен өттім. 40 минут бойы қара жермен өттік. Былай қарасаң да қара, былай қарасаң да вагоннан қара. Бізде кәдімгі вагон, ұзышу болып жатқан вагон, ана қара жермен өткен кезде күл ғой, кәдімгі. Бір көзіңді тоқтататын жер жоқ, бәрі қап-қара. Адам деген үндемей қалды ғой. Мен қасымда бір ер адам кетіп бара жатыр, көзінен былай жасы кетіп жатыр ғой. Өйткені ана қара затқа қарау өте қиын екен. Сондықтан табиғатты қорғау керек. Енді ойлап қарасаңыз, 40 мың гектар қалпына келем дегенше қай заман, ол ағашы өседі, ішіндегі флора фаунасы қайтты қалпына келеді деген сөз.
бұның барлығы экологияға қандай зиян. Енді оның ішінде 108 адамның үйі өртеніп кетті, түгелімен өртеніп кетті. 108 адам, 108 отбасы. Ойлап қараңыз, әрқайсысында 5-6 адам деген кезде 500-600-ға жуық адам үйсіз қалды деген сөз. Ал жануарлардың қырылуы, орман, егіс алқап деген енді ол бөлек кәдімгі әңгіме. Ал 25-ші жылы Шығыс Қазақстанда 27 орман өрті болды. Ойлап қараңыз, тек қана 25-ші жылы 27 өрт деген сөз. Ол әрбір айда ойлап қараңыз, қаншамасынан болып тұр деген сөз. 2-3-тен болып тұр. Сондықтан адам әрбір өзінің ісіне, шешіміне өте жауапкершілікпен мұқият қарауы керек. Енді табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар себептері, иә, пайда болу, енді мысалы неден туылды деген сияқты ғой. Ата тегі кім? Бұл геологиялық, яғни жерге байланысты, суға байланысты, ауа райына қатысты жаңағы өрттер және биологиялық болып бөлінеді. Бұл жерде айта кететін тағы да бір маңызды ескертпе. Осының барлығын қазір мен тағы да бөлек тоқталамын табиғи төтенше жағдайларға. Осы жалпы тақырыпты айтқан кезде адамда кішкене андай уайымшылдық, мазасыздық пайда болуы мүмкін, сезім. Сол кезде өзіңізден сұраңыз, мен неге бұған мазасызданып, неге қорқып тұрмын? Өйткені біз бұны бәрі оған дейін айтылмай қазаны жабулы тұрған нәрселер ғой. Айтып бастаған кезде адам кішкене сескенуі мүмкін. Бірақ айтқан кезде адам ақпарат жинайды, түсінеді, сызады. Сол кезде ол уже өзіне түсінікті болып көрінеді. Жалпы табиғат ол бізге жау емес, қас емес. Көлік ол бізге жау емес, қас емес. Бірақ сен оны дұрыс пайдалансаң, онымен санассаң, сонда ғана ол саған дос болады. Сонымен сен қасында бүйтіп татуласып өмір сүре аласың. Қасыңдағы, мысалы, оқушылар партада отырады, бір бала бір-бірін түйсе, келесісі түйеді. Анау түйді ме, біреу тоқтамайынша анау кете береді. Біреу дәптерін сызды, құлатты, жылатты, кете береді. Солай ерегесіп, бір-біріне. Табиғат бізге ерегеспейді, ол табиғат, ол нейтралды. Ол бізге дейін де болды, біздің кейін де болады. Жалпы мысалы жер сілкінісі қазір Алматы облысында соңғы 30 күнде қазір айтайыншы, 177 жер сілкінісі болған. Енді магнитудасы 4-ке дейінгі. Ойлап қараңыз, бір 30 күннің ішінде ғана 177 жер сілкінісі болды. Ал біз оны сеземіз, сезбейтіндері де бар, мысалы, өйткені ол алшақта әр жерде болуы мүмкін. Егер мысалы жер сілкінісі судың ортасында цунами болып жатады, оны сен ютубтан бір күшті National Geographic'тан, Discovery'ден қарасаң, ойлайсың, ана Исландия аралдарында лава түскен кезде қандай әдемі, найзағайдың өзі қандай әдемі болып көрінеді, жарқ-жұрқ етіп. Бірақ адам өміріне, адамның тұрмыс тіршілігіне қатысқан кезде ғана ол бізге төтенше жағдайға айналады. Жалпы табиғаттың құбылыстары, ол құбылыс, оның графигі жоқ, ол болады. Бірақ біз оны жоспарлай аламыз, болжай аламыз, соған байланысты біз өзіміздің өмірімізді соған бейімдейміз. Мысалы, көктемде біз ойлаймыз, ал бізде мысалы сәуір жаңбырлы. Яғни мен не істеу керекпін? Аяғымдан су етік ботиларын шығарып қоямын, зонтигімді шығарып қоямын, дәждебегімді шығарып қоямын. Болды. Аман есен өмір сүре бересің. Жаз келе жатыр ма, шляпаңды, орамалыңды, SPF креміңді, аяғыңа ыңғайлы киіміңді, суыңды, бутылкаңды алып шығасың. Болды, өмір сүресің. Дәл солай әр нәрсеге адам дұрыс бейімделетін болса, ол онымен тым жақсы өмір сүре алады. Ал егер де ерегесетін болса, жоқ, мен жаңбырды қарсымын, болмау керек деп үстіндегі спортивкасымен шығып кетіп, трикотаж малмандай су болып келсе, ол айтады, не дейді? Жаңбыр жауады, жаңбыр жаман дейді. Негізінде жаңбыр жаман емес, ол просто бар. Ал біздің оған реакциямызды өзгерте аламыз. Сол себептен мысалы су тасқыны да болжанатын нәрсе, алдын алуға болатын нәрсе, бірақ жылдан жылға қайталана беретін бір қасақана төтенше жағдай. Ол туралы қазір тағы да тоқталамын. Енді сізге осы не бойынша, презентация бойынша мындай тапсырма болады. Қазір мына кестені түсіндіріп айтып кетсем, сіздерге үй тапсырмасы болады 3-ші күнге дейін осыны толықтыру.
мынау ішінде жазылып тұр барлығы. Бірақ сіз өзіңіз толықтырасыз, өйткені сіздер әрқайсыңыз әртүрлі аймақтан, қаладан, ауылдан, жерденсіз, иә. Сол өзіңіздің өміріңізге қатысты, мысалы, су тасқыны болса, сіз өзіңіздің білгеніңізді қосымша жазып кетесіз. Өйткені мынаның барлығы бұл адамдардың өмірден және сіздің өмірде болған білгеніңіз, ұққаныңыз, түсінгеніңіз басқаларға да пайдалы болуы мүмкін. Сол үшін біз мыналарды әрмен қартай толықтыруға мүмкіндік бар. Бұның кестесін сізге Word түрінде жіберемін. Сол жерге жазып маған қайта жіберсеңіз болады. Мен сосын кейінгі презентацияларға қосып қойып қоямын. Сол кезде пайдалы болады басқаға да, бізге де. Қараңыз, мысалы, қандай төтенше жағдай бар, иә, су тасқыны. Судың келуі, судың басуы, енді әр жерде диалект бойынша әртүрлі айтуы мүмкін. Мен мысалы су келді деп айтамын, көбінесе түсінікті ғой деп. Одан кейін бірінші рет әсере біз одан не көреміз? Кәдімгі судың келіп басып кетуі, ол адамның тұрмыс тіршілігі, үйі. Осыда 24-ші жылы болған су тасқынында Батыс Қазақстан облысы түгел кетті, Қостанай облысы, сосын Солтүстік Қазақстан облысы, сосын Шығыс Қазақстанның кейбір аудандары кетті суға, су басып кетті. Сол кезде Атырау облысының Құлсары дейтін жерін білетін болатын шығарсыздар. Ойлап қараңыз, Құлсарыда қар жатпайды. Олар мына көрісу кезінде дала оларда құп-құрғақ, кәдімгі біздің жазымыз сияқты болып жүреді, мысалы Астананың жазы сияқты. Бірақ Құлсары қаншалықты құрғақ жер болғанымен оларға үш жақтан су келді. Адам бірінші су келген кезде ойлайды, енді осымен алысып жатқан кезде екінші, үшінші рет келеді деп ойламайды. 2-3 күннен кейін тағы келеді. Енді екі жақтан алысып жатқанда үшінші жақтан тағы келді. Ол біріншіден деңгейлі болды, кең болды және жылдамдығы жоғары болды және бір аптаға дейін сақталды. Бұл үлкен жаңағы Қазақстан бойынша, жалпы Қазақстанның тарихы бойынша, жері бойынша 80 жылда болып тұрған осындай ірі судың келуі болды. Оның масштабы соншалықты кәдімгі жерленген бейіттерден адамдардың мәйіті шығып, бетінде қалқып жүріп, әртүрлі септиктардан су көтеріліп, мысалы, әртүрлі енді нелер көтерілді. Сол ойлап қараңыз, жерасты суларын қаншалықты ластайды, судың бетіндегі, жердің бетіндегі қаншама техника, құрал, үй барлығы оны қалпына келтіру, тазалау, кептіру деген сияқты, соның барлығы ол не істейді? Адамның денсаулығына әсер етеді, өйткені ол өкпесіне әртүрлі бактериялар тұрады, ол дұрыс тамақтана алмайды, немесе енді аузына кетеді. Кишечный инфекция көп болды сол жылдары. Өкпеге су басу, адамның суға кетуі, мал мүлкінің кетуі, тұрмысының, үйінің барлығының бүлінуі, адамның психологиялық қаншама стресске түсуі, енді үйлерін түгел шайылып кеткендер болды. Қостанай облысында бір ауылдық жер бар, 3-ші ұрпаққа қалып тұрған үй, ойлап қараңыз, енді 100 жыл тұрған үй, халқы тұрған жер суға кетіп, фундаментіне шейін шайылып кетті. Олар тіптен сол, мысалы, наурызда басталды ма, енді наурыз сәуірге дейін ұзалып кетті. Олар оқу жылында бастай алған жоқ, қыркүйек айында. Олар осы қазан, қараша айларында мектепке шықты только. Өйткені мектеп салынып жатты, қаншама баланы, адамды орналастыратын жерде болған жоқ. Сондықтан былай қарағанда ойлайсың, су не болуы мүмкін? Келді, кетті бір аптаның ішінде, бірақ оның салдары жылға, орман өрті болса, ол 10 жылдықтарға ұласып кете береді. Осылай әрбір төтенше жағдайға бүйтіп толтырылған көріп отырсаңыздар экраннан. Бұл презентацияны да жіберем, Word-ын да жіберем сізге. Көрсеңіз болады, сол үшін айтып отқаным ғой, толықтырыңыз. Мысалы, селді, мысалы, Алматыда біреу көргендері бар шығар. Соны жазасыз. Су тасқынын көрсеңіздер, жер сілкінісі, осылай бүйтіп барлығын толтырып, өзіңіздің білгеніңізден кәдімгі қарапайым сөздермен жаза беріңіз. Өйстіп толықтырып қойыңыз. Мен кейін басқа слайдтарға осыны салам. Так, бізде жарты сағат, жоқ, сағат қанша, 8, екінші тақырыпты онда бастаймыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, түсінікті барлығы. Тапсырманы осы бойы салып жіберу керекпіз бе орындап чатқа? Жоқ, үй жұмысы. 3-ші күнге дейін деп мана айтып отқаным сол ғой. 3-ші күнге дейін. Қосымша саласыздар ғой, чатқа осы презентацияны.
Жақсы, рахмет. 15-іне дейін тапсырылатын зат қой. Экран көрініп тұр ма? Естіліп тұр ма? Иә, Мхм. Енді тақырып бізде төтенше жағдай дегеніміз не? Енді толықтай тоқталамыз. Мектепте, үйде қандай қауіп төнуі мүмкін деп. Осы слайдтарда сіз өзіңіздің әріптестеріңізге, мектеп оқушыларына айтып бересіз. Енді осы слайдты пайдалана өз сөздеріңізбен айтсаңыз болады. Жалпы осы мақсат бізде масштаб бойынша кеңею ғой. Осы презентацияларда сіз өзіңіздің мектебіңіздің әріптесіңізге айтып бересіз, мектептің оқушыларына айтып бересіз. Олар басқа әріптестерге айтады, басқа оқушыларға айтады, солай кете береді. Сонда біз қаншама адамға ақпарат беріп, оларға бір көмек бере аламыз. Так. Мына жерде біз табиғи төтенше жағдайларға тоқталамыз. Экран телефондан қарап отырсаңыздар, кішкене кеңейтіп үлкейтіп қарасаңыздар болады. 6 түрлі төтенше жағдай көрсетілген. Біріншісі бұл бізде сел. Төтенше жағдай министрлігінде бір мындай сөз жазылған сайтында. Селдің кезінде аман қалғың келетін болса, сел бар жерге барма деген. Яғни су, өрт, жер сілкінісінен адамның аман қалуы мүмкіндік жоғарырақ селге қарағанда. Өйткені түрінен қарасаң, қазір мысалы мына жерде картинка болып тұр ғой, ешқандай бір зиян жоқ. Енді түсінікті, енді су келатқан, бірақ ондай қорқынышты болып көрінбейді ғой. Оның қасында мына 6-шы картинкада тұрған қар көшкіні одан да зор болып көрінеді. Өрттің, мысалы, оттан қорқуға болады адам. Бірақ селдің бір ерекшелігі, айырмашылығы және ең оның қауіпті ететіні, ол жаңа балдарға түсіндірген кезде осы жерде айтып кетуіңізге болады. Кез келген нәрсе жоғарыдан төмен түскен кезде оның жылдамдығы өседі. Мысалы, жоғарыдан кіттай тас лақтырады ғой, адамға бүйтіп тиіп, прям сол жерде ұшырып кетеді ғой, бүйтіп. Мысалы, дәл солай, егер жақыннан тұрып сен таяқпен бүйтіп ұрсаң, ондай атты ауырмайды. Ал кіттай бір жоғарыдан келатқан біткен нәрсе, ол жаныңа батырады. Дәл солай жоғарыдан төменге қарай келеткен нәрсе, ол жылдамдығын алып, яғни оның жаңа физика бойынша, осы жерде физиктер болса айтарсыз, соғылу несін күшейтеді, эффектін, әсерін. Жоғарыдан төмен келе жатыр. Тауда не бар бізде? Қар бар, мұздықтар бар, мұз бар, балшық, су, жаңағы бұтақтар, тас, адамдардан қалған әртүрлі қоқыс болуы мүмкін. Соның бәрі бүйтіп жатыр, еще араласып, қашы-малашы болып, адамға тиген кезде, адам сол жерде, мысалы, су болса, сен судан бүйтіп шыға аласың. Қар болса, сен қарға бүйтіп көміле аласың, құлай аласың. Қар соншалықты қорқынышты емес. Тас болса, сен мысалы тек қана су, еш нәрсе болмаса, тастың үстіне сен міне аласың, я бүйтіп келатқан тасты көре аласың. Бірақ селдің кезінде оның бәрі бүйтіп микс болып араласып жатыр ішінде. Сен тасты, бұтақты көрмейсің. Суға түсіп кеткен кезде сол жерде сенің мұз, бұтақ басыңа тиді, қолыңа тиді, жарақат алдың, болды, адамның тірі қалу шансы жоқ. Осы қашан? Қарашада мен неге Ташкентке барғам, осы сақ жобасы бойынша. Сол кезде сол жақтың құтқарушылармен сөйлескен кезде бір кісі айтады да, мен өмірімде ең қорқынышты нәрсе бар. Құтқарушылардың жалпы былай айтатыны, өрт оншалықты қорқынышты емес, өрттің ішінде адамның денесінің жанғаны иісі қорқынышты дейді. Сол иісті ұмыта алмайсың дейді. Жаңа кісіні айтсам, ең енді қорқынышты не болды сіздің жұмысыңызда деп. Ол кәдімгі біраз жұмыс еңбек еткен кісі. Ол айтады, селдің кезінде бір жаңағы қойшы ауылдың жаңағы таулы жерлерде болады, қырда, жаңағы жайлауда нелер бар, мал шаруашылығымен айналысатын. Папасы тұрады, қызы келе жатады былай, жаңағы үйден мал қораға қарай. Екеуі кәдімгідей бір-бірін көріп тұрған адам ғой, папасы алдыға шығып кетеді, қызы артта келе жатыр. Сөйтіп жатқан кезде селдің несі, потогі төменге түскен кезде қызды просто бөлшектеп тастаған. Бұны енді оқушыларға айтпаймын, қорқып кетер деп. Сіздерге айтып жатқан соншалықты оның күші сондай. Ал қар көшкінінде керісінше
құтқарылуы, адамның тірі қалуы жоғарырақ, көбінесе енді бір жаңағы эвересттің төбесіне мініп немесе ешкімге айтпай үндемей кетіп қалған адам болмаса, мұз қатып үсіп жалпы селдің ішінен алып шығатын адамдар тірі қалады көбінесе. Одан кейін судың басуы, міне көріп тұрғаныңыздар кәдімгі шатырға шейін көтеріліп бара жатыр судың деңгейі, яғни бұл 2 метрге дейін, 3 метр, 1,5 метрға шейін көтеріледі. Бұл басқан кезде, яғни ол су ақырындап кетеді, ол жаңағы барлығын көтеріп тастады, жаңағы лайлы заттарды айтып тұрған. Сол кезде біз түсіндіреміз де, су келе жатыр ма, яғни біз жоғарырақ көтерілу керекпіз. Егер жер сілкінісі кезінде төмен түсетін болса, адам суда біз жоғарыға қарай көтерілеміз. Және де қазір төменге қарай тағы да айтам, бұл ережелерді қалай сақтануға болады деген. Судың кезінде жаңағы суға батпайтын нәрселер бар ғой, соны балдардан да сұрасаңыз болады. Суға не батпайды? Мысалы, ағаш батпайды, машинаның доңғалағы, жаңағы шиналар батпайды деген сияқты. Бір ауылдық жер бар, су басады екен да, жылда батыс Қазақстанда, Оралдың жерінде. Сонда бір ауылда бір әже бар екен. Сол бүткіл жаңағы пластиковый баклажкалар бар ғой, бутылкалар, соны жинап, содан плот құрайды екен. Ауыздарын жабады, сосын бүйтіп не тюковой жіппен бүйтіп бір-бірін байлап, ана кәдімгі плот болады ғой, судың бетінде. Оларда енді мысалы надувной катер не алуға ондай жағдай жоқ ауылдық жерде. Олар сөйтіп бутылкіден жасап бір қорада сақтайды екен барлығын, егер су келіп жатса, сөйтіп пайдалану үшін. Соны бір әже ұйымдастырған екен. Сол үшін егер де сіздің мысалы жақын аймақта тұрған жеріңізде су басатын болса, үйдің ішінде документтеріңізді бір жаңағы зип пакеттер бар ғой, су кірмейтін, соған көшірмесін немесе оригиналын салып қою керек. Әртүрлі жаңа тревожный чемоданчик, дабл чемоданы деген бар, соның біз береміз, соның барлығы ішіне не кіру керек, соның барлығы ескерілу керек. Одан кейін орман өрттері, жаңа айтып кеткендей, орманның өрттері төменмен жүретіні бар, жоғарымен жүретіні бар. Орман бұл енді қасақана өртенбесе, енді әркімнің жаңа әртүрлі ойларымен, жалпы бұл тек қана адамның табиғатқа деген жауапкершілігінің көрсетпеуінен, мысалы маекуге природаға шыққан кезде жаңа от жағады, костер жағады кәдімгідей, сол кезде соны до конца сөндіріп кетпеу. Мысалы көбінесе ертең 9-11 класстың балдары, жас түлектер далаға шығады ғой, жаңағы не істеуге, тойлауға, ата-анасымен жазда шығуы мүмкін. Сонда ескерту керек. Мысалы от жақты ма, отты көбісі аяқпен шыпыратып топырақты жауып кетеді, кетіп қалады. Ал от ол астында күтіп жатуы мүмкін. Кішкентай бір жел үрлесінші, немесе сол жерге бір бұтақ ұшып келсін, я жапырақ, ол өршіп кетеді. Сол үшін біз оттың бетін құммен жауып, немесе бір судың жағасы болса сумен жауып, соның сөнгенін прям 100% кәміл сенгеннен кейін ғана барып кету керек. Соны әрбір адам үйретсе, мысалы ойлап қараңыз, әрбір мектептің оқушысы білетін болса, ол ертең ересек болып, ол да өзі шығады ол сондай жерге, немесе ата-анасына айтады. Сонда бұл орман өрттері де болмас еді. Одан кейін бұл боран, бұл көбінесе батыс Қазақстанға, шығыс Қазақстанға, солтүстік орталық Қазақстанға тән ауа райы. Енді оңтүстікті бұндай көрмеген шығарсыз, бұндай боранды, бұрқасын, желді. Былай қараған кезде, үйдің ішінде терезеден қарап отқан кезде, немесе бір кафеден, мектептен қарап отқан кезде, өйтіп әдемілеп, ақ жапалақтап түсіп жатқан кезде, кәдімгі романтика, былайынша қараған кезде. Но ол қаншалықты көп түсіп жатыр, ол тазаланып жатыр ма, қай жерде болып жатыр, соған байланысты. Қар ол кәдімгі бағаналар бар ғой далада тұрған, соның араларында кабель бар, соған жабысады да, ол сым, енді ол қаншама килограмм қарды көшіруге есептелмеген ғой, сол үзіледі. Мысалы ойлап қараңыз, бір жерде светофор жасамай қалады, үйлерде свет сөнбей қалады, телефон вышкасы жасамай қалады, болды, пробка, айқай шу, анау жүрмей қалды, мынау жүрмей қалды, кетті проблемалар содан. Одан кейін кейбір экстремалдар бар, мысалы боранға қарамай, тайғаққа қарамай неге кетіп қалатын, жолға шығып кететін. Кейбір адамдар өзінің көлігін үйге қойып таксиге отырады. Таксиде де дәл сондай адам ғой, бір супер адам емес қой, боранның ішінен өтіп кететін. Орман атасы емес қой, боран атасы емес қой, ол кәдімгі адам. Ол да ақша табамын деп пендешілікпен такси болып жүр.
бірақ сол кездері мен оқушыларға всегда айтамын, боранды кезде үйде ағаң болсын, апаң болсын, мамаң болсын, папаң болсын, машинаға отырып бір жаққа шығып бара жатса, қасына жетіп барды, точно шыққың келе ма деп сұра деп. Бір сұрақ қойсаң, адам баласынан қойылған сұраққа кәдімгідей бүйтіп істеп қалады, есін жиып қалады. Сол үшін боранды кезде мысалы мектепте онлайнға жібереді ғой, ол жайдан жай құрастырылған ереже емес қой. Сол үшін боранды кезде үйде қалу керек, үйде жаңа телефондарын зарядтап, жаңа су тамағын пісіріп алып дайын отыру керек. Егер свет өшіп қалып жатса, мысалы жаңағы сымдар үзіліп, сол кезде дайын болу үшін машиналардың доңғалағын уақытылы ауыстырып отыру керек. Және де далаға егер де енді болады ғой, енді бәріне адам 100% дайын болу мүмкін емес қой, енді алдын алу барлық жағдайды. Егер де далада болып қалған жағдайда, яғни жолға шықпау, бір магазин болсын, қай жер болсын, адам жүретін жерге бару, егер де қатты жел болатын болса, мысалы бізде Астанада бір қаңтар айының бастарында, неде февральда болады қатты бір жел, аяз, енді кәдімгідей адам ішкі органдардың үсіп қалатын. Сол кезде мысалы куртканың өзін қалай байлау керек, қалай киіну керек деген сияқты енді сондай алдын алу шараларын да жасау керек. Жер сілкінісі, көбінесе жер сілкінісінен қорқады барлығы. Былайынша қарағанда жер сілкінісі былайына өзінен өзін алған кезде ешкімге тиіспейді, бірақ енді болады мінезі шатақ адамдар бірақ өзінен өзі бұрқылдап жүретін. Жер сілкінісі дәл сондай нәрсе. Бірақ жер сілкінісінен адамдар қорқады, паникасының арқасында болады. Бізде жаңа 5-6 сыныптарға осыны түсіндіру үшін бір слайд бар, оны да жіберем. Сонда былай жазылғанда, жер сілкінісінің кезінде адам паника болып, мен құтқарылып шығамын дейді. Кейбір адамдар даже өрттің кезінде, жаңа құтқарушылар айтады, терезеден секіреді деп айтады. Өрт болмай тұрып, жер сілкініс болмай тұрып, терезеден секір, сен түбі жарақат аласың ғой. Адам деген терезеден секіргенде де енді шанс қандай, сенің аяғың сынбайды, қолың сынбайды деген сияқты. Ол айтады, мен жер сілкінісінің кезінен, өрттің кезінен аяғым қолым сынды деп. Негізі адамның просто өзінің паникасы. Бізде паника не кезде болады? Ол білмегеннен болады. Сен білетін нәрсеге паника болмайсың ғой. Ал дайын болып жүрсең, мысалы оқушылар сияқты ғой, сабағына күнделікті қатысып нормально болып жүрсіз, бүгін бақылау десеңіз, ол 2 бетін алып жазып толтыра береді ғой. Ал егер де оқымай білмей әркімнен тиіп қашып көшіріп алып жүрген бала бақылау десең паника болады. Ана жерде ойбай, мен бүгін дайын емеспін, сылтау, ішім ауырды, тісім ауырды, бүйтті сөйтті деп сол болып қалады мысалы сондайлар. Бұл жерде дәл солай системасы. Сол үшін жер сілкінісіне өзінің ережелері бар. Және де жаңағы жер сілкінісі көп болып жатады. Жаңа айтып отырмын, 30 күннің ішінде 177 жер сілкінісі болған. Бірақ оны біз сезбейміз, өйткені магнитудасы аз. Егер де енді 6-7 балдық болып жатса, енді ол сезіледі. Сол кезде кәдімгідей өзінің ережелері бар, алгоритмдері бар. Бізде мысалы сейсмикалық зоналарда, селі бар зоналарда, мысалы соның ішінде Алматы, таулы жерлерде үй салынғанда да фундаменттер ескеріледі деген сияқты, соның барлығы ескерілу керек. Мысалы сіздің жаңа сыныпта бір құрылысшы, архитектор отырған шығар, мысалы сол осы кезден бастап миына құйып алса, ол бала жүрегімен ойлай бастайды, мен ертең үй салған кезде фундаменті қандай болу керек, мен егер мост салсам фундаменті қандай болу керек деп ойлап қараңыз. Соның барлығы былай қарағанда төтенше жағдай, ол ойлайсың ғой, ой құрсын, өрт, жер сілкінісі күнде бола бермейді ғой деп, бірақ оның барлығы адамның болашағына, жалпы біздің қоғамның болашағына тиетін септігі көп. Енді қар көшкіні туралы айтып кетейін. Қар көшкіні былай. Қарды білетіңіздей, ол жұмсақ, ол жылы, және де ол қаншалықты тығыз болғанымен бәрібір ауа өткізеді. Сондықтан мынадай бір ереже бар, қазір сізге көрсетейін. Мындай болады, көрпенің ішіне бүйтіп кірген кезде біразға дейін ауа жетеді, сосын шамалдан кейін ысылап басыңды бүйтіп шығарып аласың ғой. Бұл жерде де дәл солай. Қар көшкіні келе жатқан кезде одан құтылу енді қашып кету мүмкін емес. Өйткені мына фотода, картинкасында әдемі кішкентай болып көрінгенмен негізі ол үлкен, жаңа 1 шақырымдай жерді алуы мүмкін. Және қардың шаңының өзі де біраз. Сондықтан қашудың бұл жерде ешқандай мағынасы жоқ. Сол үшін адам өзін дайындау керек. Қар көшкіні келе жатыр ма? Ол жұмсақ қар да болуы мүмкін. Кейде даже аяз болып тұрған кезде қардың қатқан пластиналары болады. Солардың өзі де бүйтіп сырқып түсуі мүмкін. Сол кезде адам бүйтіп группироваться етіп, көрсетейін.
міне мен тізем тұр, шынтағым, басым, адам енді басын қорғауға тырысу керек, сосын алдына мынадай вакуум жасайды, ауа вакуумы, ауа камерасы деп айтады. Сосын бүйтіп алақандарын бүйтіп дәу қылып араларын алшақ қылып ашу керек. Өйткені егер бүйтіп қарды тығыз қылып істеп алса, онда бұл ауа бітіп алақандарын ашып бүйтіп кеңінен бүйтіп істей берсе, оның ауа камерасы біріншіден кеңірек болады, және де қар қатты тығыз болып тромпталмайды да. Сол үшін сол ауа камерасы не үшін керек? Енді қар келді, ол сені бүйтіп снеговиктің шарлары бар, ол соғысып сені дөңгелетіп алып кетті. Әйтеуір бір таудың несіне түскен кезде, төменгі жағына табанына түскен кезде тоқтады. Сол кезде тоқтаған кезде сезесіз, енді білесіз тоқтады. Сол кезде адам өзінің түкірігін жіберу керек. Ол түкірік енді егер баспен түссеңіз, ол жоғарғы қарай көтеріледі, енді гравитация бар заңы. Егер жанмен ептеп түскен кезде мына жаққа кетеді, ал егер де аяқпен көтенге отырған кезде, онда енді төмен кетеді. Сол бойынша адам өзін кішкене бүйтіп ыңғайластырып отырып алып, сосын енді өзіне бір жағдай жасау керек. Сосын андай деп жаңағы қапылып демалмай, өйткені біз терең демалған сайын ауаның оттегін жұтып алып көмірқышқыл газын шығарамыз. Сол көмірқышқыл газ қайтадан демалуға жарамайды. Сол үшін адам тұншығып өліп қалады. Сол үшін кез келген жағдайда, енді жалпы ол тек қана төтенше жағдайға қатысты емес, адам сабырға келіп кішкене өзін жаңағы демалуын қатты тереңдетпей, бүйтіп ақырындап демалып, өзіне бүйтіп сабырлыққа таныту керек. Сол кезде жаңағы Өзбекстанның да құтқарушыларынан сұрадым. Осы қар көшкіні кезінде адамды тауып алуға қанша минут кеткен кезде 8-10 минут дейді. Ойлап қараңыз, 8-10 минут, ол тез ғой былайынша қарағанда. Сосын иттер қардан жақсы сезеді адамның иісін. Олар тез келіп тауып алады. Бірақ бұл жерде жаңа бір кино бар ғой, Тимберлейкпен қатысты ма, сағат тұрады мына жерде тик уақыттар. Бұл жерде де дәл солай, барлығы уақытқа байланысты. Сол үшін жаңа ауа камерасын мейлінше кең етіп, соның ішіндегі ауаны мейлінше аз пайдаланып, құтқарушылар келгенше күтіп сол жерде отыру керек. Сосын қардың бір жақсы жері енді ол шайнап сорсаң да су болады, жылы жерде отырасың, жұмсақ, жаңағы енді қараңғы демесең енді. Енді бір қызығы, қай жер, қай жағдай болмасын, біз өзімізге бір әдет алу керек. Әрдайым өзің қайда бара жатсың, қайда жүрсің, бізде қазір технология қатты дамып жатыр. Мысалы, сен геолокацияңды кез келген адамға жібере аласың. Егер де енді айтырмын, бәріне 100% дайын болу өмірде мүмкін емес ол. Бірақ адам бір өзіне жақсы әдеттер пайда болуы мүмкін. Мысалы, сіз үйден шығып бара жатқан кезде жаңағы газ плитаны, тоқты сөндірдім ба, есікті кілттедім ба, өтек жабулы ма, үйдегі жаңағы алып кететін жұмысқа қағаздарымды алдым ба, жолға шығып бара жатқанда телефонның зарядкасы бар ма, машина болса жаңағы техосмотрдан өтті ма, май ауыстырылды ма деген сияқты біз қарапайым нәрселер бар. Мысалы, қонақ шақыратын болсақ, етті сен морозилкадан ертерек шығарып қоясың. Дәл солай бұл жерлерде де өзінің бір ережелері бар. Табиғатқа шыққанда соның ішіне, мысалы, енді бір көшеде жүрсең, жарар біреуден телефон сұрап алып, зарядтап алып звондарсың. Ал далада жүрсең, не істейсің? Сен ешкімге айдалада ешкімге айта алмайсың ғой, айқайласаң да. Сол үшін адам природаға шыққан кезде бірінші жаңа ыңғайлы саған табиғатқа сәйкес, сәнге, әдемілікке емес, кәдімгі табиғаттың ережесіне, сол жердің климатына сәйкес киім кию керек, және өзінің қай жерде жүргенін, кіммен бара жатқанын айтып кету керек. Сол кезде жаңағы құтқарушылар олар тез әрекет етіп, тез тауып береді. Адамдар болады ғой, мысалы, сіз өмір бақи әртүрлі адамдармен танысасыз, сол кезде ойлайсың ғой, әртүрлі профессияның адамдары қандай деп ше. Құтқарушылар негізі бір бөлек не сияқты, ұлт сияқты өте қатты ұйымшыл адамдар ғой. Сол кейде ойлайсың да, адамның өмірін, адамның ақымақтығын көргеннен кейін сондай болатын шығар деп ше. Болады, іштері терең, түрлерінен қарасаң, енді бәрі жаңа комбинезондарын киіп, балталарын алып, сумен үстерін киімдер лас қой, әп-әдемі сықып жүрген ешкім жоқ. Бірақ қатты терең, бірақ қарапайым адамдарды мектептерге баруға жалықпайды. Мысалы, сіз өзіңіздің осы сақтың жобасында, бізде төтенше жағдай министрлігімен неміз бар ғой,
серіктестігіміз. Сіз өзіңіздің мектепке сол ДЧС-ті шақыра аласыз да, өздері келеді, түсіндіріп береді, барлығын айтады. Ерінбей мыжыған балдардың ана кейде қойған сұрақтары да болады ғой, соның бәріне жауап береді ғой. Бізде осы сақ жобасының аясында жаңағы бурабай, зеренді дейтін көлдер бар ғой, сол жаққа да шақыртқан, катерлеріне де көрсетеді. Қандай жаңағы еще балдар айтады ғой, до того 2 минутта шығасыңдар ма, өртке не может быть деп, кәдімгі аналарды жынды қылып тұрады. Сол кезде бір жаңағы кәдімгі простой рядовой өрт сөндіруші секундомерді қосады да, экипировкасын киіп машинаға отырған кезде шынымен де какой-то бір 15-10 секундта істейді ғой, ана деген кәдімгі супергерой сияқты ғой, шынымен де өз көзіммен көрген кезде. Ана жаңағы шлангтары қаншама килограмм, оның бәрін көтерсең, соның барлығы адамның өмірін сақтап қалу үшін, олар сен танымайтын адамдар. Сол үшін бұл проектте сіз өзіңізге мектепке тек қана бұл презентация бойынша түсіндіріп қана қоймай, құтқарушыларды да шақырып, балаларға түсіндіріп, өз көздерімен көрсетіп, айтып бере аласыз. Ол кісілер қазақшада, орысшада барлық іштерінде болады. Тек алдын ала жоспарлау керек, өйткені оларда енді барлық график бойынша өмір сүретін адамдар ғой. Сол үшін келісіп қойсаңыз, жоспарлап қойсаңыз, біз солармен келісіп, сіздің мектепке жібере аламыз. Сондай тоже бір мүмкіндік бар. Қалай, әрмен қарата айта берейін ба? Түсінікті ма? Иә, барлығы түсінікті. Бекен бір заттар салып қойыңдар. Рахмет. Қалғандарыңызға ше? Бізде сағат неше болды? Ойбай. Сағат болды. Жалпы мазмұнын түсіндік, апай. Рахмет. Айнам көздеп, апай деп айта берсеңіз болады. Рахмет. Онда келесіне ауысайық. Енді осы жерде жаңа мана айтып кеттім ғой. Табиғат нейтралды, ешқандай бізге ол жақсы, жаман емес. Ол жалпы бар, болатын бар дүние. Енді ол бізге төтенше жағдайға айналады, егер де адамның денсаулығына зиян келтіретін болса, оның тұрмыс тіршілігіне зиян келтіретін болса, немесе оның жаңағы мүлкіне, ауыл шаруашылығына, жаңағы дәнді дақылдарға, нелеріне. Жалпы техникасына деген сияқты. Сол кезде ғана ол төтенше жағдайға айналады. Жалпы кез келген жаңағы болып жатқан құбылыстар ол табиғи құбылыс деп аталады. Әр регионның, аймақтың өзіне тән табиғи ерекшеліктері бар. Мысалы, айтып отырмын, әртүрлі облыстарда өзінің суға, сейсмикаға, немесе ыстыққа, суыққа қатысты өзінің ерекшеліктері бар. Мысалы, Батыс Қазақстанда бір жылы қатты ыстық болып, егін шықпай, шөп шықпай, мал қырылды да. Сол кезде оңтүстік Қазақстанның ер азаматтары шөп шауып, сол жаққа вагон-вагондап жіберді, мысалы. Сондай болады. Өйткені мысалы оңтүстік Қазақстанда сіз жемісті 2 рет жинайтын, мысалы. Бізде болса, мына жерде бізде мысалы басқа региондарда олай болмайды ғой. Біз енді июль, августтарда жинаймыз, мысалы, жемісті. Ал оңтүстік Қазақстанда 2 рет ала алады, мысалы, жемістен өнім. Сол сияқты. Енді мана сізге пайда болу себептерін айтып кеттім. Енді таралу жылдамдығы бойынша айтайын. Таралу жылдамдығы, соның ішінде айттым, Құлсарыға келген су, ол жылдам болды және ұзақ болды. Мысалы, жаңбыр болады кейбір, жылдам келеді, бұлт болады, жылдам келді, фуқ деп үстіңнен шелек төкті да қайтадан кетіп қалды. Бірақ ана жерде қарасаң, құп-құрақ, сенің тұрған жерің сол жерде үстіңнен малмандай қылып кетті. Кейбірлері болады, болады ғой, жайлап бүйтіп кап деп біртіндеп тамшылап жауып тұратын, күн саған андай адамды не қылып депрессия қылдырып, кино қарауға, үйден шықпауға бүкіл жағдай жасап беретін. Ал кейде болады жылдам да, бірақ ұзақ та. Осылай әртүрлі өзінің бір жаңағы ерекшеліктері бар. Енді техногендікке тоқталайын. Техногендік енді атайын тұр ғой, техно деп, яғни технологияны да, техниканы да жалпы адам құрастырды. Енді мыналардың барлығының ішінде адам жүр. Қай-қайсының заводтың ішінде адам, транспорттың ішінде адам, мостты салатын адам, құрылысты салатын адам. Енді мына ядролық туралы тоқталып кетейін. Сізде қазірде мен мысалы мектеп оқыған кезде осы Семей полигонына қатты мән беріліп, білмеймін, енді бұрын 90-шы жылдардың мектептерінде айтылған шығар. Қазір мектептерде білмеймін,
бұған қаншалықты мән берілетінін, қаншалықты айтылатын, енді әртүрлі жаңағы саяси жағдай бар, не деген сияқты. Осы туралы да айтып кеткім келеді, өйткені заман өзгеріп жатыр, бірақ қайтып келе ма келмей ма деген біз білмейміз, иә. Сол үшін бұны айту керек. Біріншіден бұл тарих, екіншіден бұл адамның қаншама құрбаны, ол ұмытылмау керек, қайталанбас үшін. Мысалы, үшінші суретті барлығыңыз білетін шығарсыздар, не екен? Үшінші суретте бұл жаңағы Семей полигоны, Семей полигонындағы ядролық тесттер, әртүрлі жарылыстар, яғни бұл ядролық радиациялық жарылыстар. Бұның ең бірінші белгісі бұл осындай саңырауқұлақ тәрізді. Мына суретте шағын болып көрсетілгенмен, бірақ бұл фото 70 шақырым жерден түсірілген, сол үшін бұл кішкентай болып тұр. Негізі бұл үлкен аумақты қамтиды. Түрі кәдімгідей, енді если оның зиян екенін айтпаған кезде, түрі әдемі, розовый, серый, кәдімгі жылтырлап, бір единорогтың ауласы ұқсап тұрады, жалт-жұлт етіп. Бірақ бұл радиация, бұл Қазақстанның жерінде болған, Семей жерінде болған. Бұл Олжас Сүлейменовтің арқасында, сол кісінің жаңағы бастамасымен жабылды. Енді ойлаймын, қазіргі оқушыларға айтылады деп, бұл қаншалықты қазақ жеріне, қазақ халқына әсер берген. Радиацияның, мысалы, мана айтып жатырмын ғой, су болсын, өрт болсын, жаңа 1 жыл, 10 жыл, жаңа орманның алқабы қалпына келу 40 жыл деп айтып жатады ғой. Ал радиацияны қабылдағаннан кейін ол 3 ұрпаққа берілетін мутация радиациядан. Яғни бірінші ұрпақ оны қабылдаған, одан туылған, солай 3 буынға дейін берілетін осындай үлкен қасірет. Осыны айтсам, всегда жүрегім қозғап кетеді орнынан. Бір жаман өкініштісі, мен бала кезімнен осы тақырыпты көп оқыдым, білмеймін неге осыған қызығушылық танытқанымды. Сол кезде тұрған адамдар Семейдің айналасында, негізі салынған кезде айтқан ғой, ойбай, қазақ жері, ешкім тұрмайды бұл жерде, айдала деп. Негізі қаншама халық тұрып жатыр, енді 70 шақырым жерде адамдар тұрып жатты. Кеше ғана бір кісімен сөйлестім, сол жерде. Зумда да отырмын ғой мен. Маған айтып жатсыз ба? Алло. Разия орынбасар, мынау даусыңызды өшіресіз ба? Микрофонды. Хорошо, қазір. Қосылып кетті өзі микрофон. Я жалғаса беріңізші. Семейдегі бір жаман жері, айтып отырмын, күні кеше мен бір кісімен сөйлестім. Сол айтады, менің мамам сол жаңа мына розовый нәрсенің бар ғой, соның көрген дейді ғой, қасында астында тұрған ауылдық жері, сондай кішкентай ауылдық жерде болған ғой Семейдегі. Соны кәдімгідей жұтып, еще өзін жаңа бір жас әйел болған ғой, ол кезде әлі бөпелі болмаған кезде. Сонда жазған екен, мен бүгін күшті розовый жаңағы әдемі бұлттың астында тұрдым деп жазып қойыпты. Ойлап қараңыз, бойжеткен қыз ойлаған ғой, енді бір чудо дейді, ол кезде фейерверк жоқ, ештеме жоқ заман ғой, Кеңес одағының кезінде. Сөйтіп жазып қойған екен. Қазір мысалы балдарында енді сүйек ауруы, жаңағы онкология деген сияқты әртүрлі жаңа нелер бар енді. Осы жөнінде мындай кітап шықты 2 жыл бұрын, атом уланған дала деген, қазақша, орысша, ағылшын тілінде бар. Атомный степ деген орысшасы. Бұны жазған Тоғжан Қасенова деген жазушы. Бұл әлемдегі бірден бір осындай ғана кітап дүниеге келген. Бұл Стэнфорд дейтін университет бар ғой, шетелдегі. Сонда қазақ тілінде қазақ жері туралы шыққан алғашқы, жалпы тарихтағы шыққан жалғыз кітап осы. Ол кісі сол жақта зерттеуші, PhD ағылшынша жазып, қазақшасын енді қатар жазған, сосын біздікілерге енді түсініктілік болсын деп тағы да орыс тілінде бар. Қазақстанға шықты, Степпиорд
деген баспадан шыққан. Егер кітапханаға ұсыныс берсеңіз, мүмкін сіздің кітапханаға да алдыртып оқуға болады. Бұның іші кәдімгі қарапайым қазақ тілінде жазылған көп жылдық еңбек. Өйткені бізде әлі көп мәліметтер енді жасырын, қолжетімсіз ғой. Бұл кісі соны сырттан келіп көп ізденіп жазған еңбегінің бірі. Айтуға тұрарлық осы жерде, осы тақырыпта. Олжас Сүлейменовтың да еңбегін атап өтуге болады. Бұл жерде балаларға жалпы пайдалы болу үшін тек қана белгіректегі нәрселерді ғана не істей бермей, жалпы осы күнге дейін жеткен кімнің арқасында жеткенін білу үшін. Енді полигон түсінікті, бұл ешқандай пайдасы жоқ, өте қорқынышты нәрсе. Жаңа айтып тұрмын, 3 ұрпаққа дейін берілетін нәрсе. Сондықтан бұл қайталанбау керек. Сол үшін айта беру керек деп менің өзім жеке позициям сондай. Енді қалған жерлерге тоқталатын болсақ, бұл жаңағы әртүрлі зауыттарда, цехтарда болатын өрттер. Өрттің жаңа түсіне қарай байқап отқаншаңыздар, қара түтін өрт, мынау кәдімгі сары өрт. Екеуінің де жануы қорқынышты, үлкен, бұрқырап жанып жатыр. Бірақ ішінде не бар екенін ойлап қараңыз. Бұл заводта әртүрлі жанармайлар бар, химиялық заттар бар, техника бар, кетіп жатыр бәрі. Сол атмосфераға өтті, түтін болды. Әр нәрсе, енді жидкий болсын, қатты болсын, өрттенген кезде ол жану, жаңа екінші әсерлі болып, ол ауаға түсті. Ауаға түскен кезде атмосфера оны желмен бірге алып кетті. Мана айттым ғой, бір мектеп бар, мен жаңа әртүрлі мұғалімдермен мұғалімдерден мен жаңа сұрап отырамын да, сіз қай жерде, мектеп қандай, айналаңыз қандай деп, сізге тоже соңында үй жұмысын берем. Бір мектеп бар Қазақстанда. Мектептен 7 шақырым жерде, енді 7 километр жерде завод бар. Ойлап қараңыз, 7 километр деген енді қанша, 1 сағат 40 минутта жететін жер. Ал атмосфера үшін ол қандай жылдамдық? Түтін, егер сол завод жарылып, бірінші жанса, бір 15 минуттың ішіндегі мына жану қара түтін, ішінде әртүрлі химиялық қыртым-шытым бар. Сол мектепке келеді, балдардың бәрі демалады. Сол жерде жүрген кезде дым білінбеуі мүмкін, балдар жүгіріп кетіп бартқан кезде, пересменка болады, үйге келген кезде бала тұншыға бастайды. Аллергия пайда болады, астма пайда болады, адамның көзінің жасаурауы пайда болады. Тыныс алу орындары, шаштың түсуі, қолдағы дерматит, ойлап қараңыз, қаншама нәрсеге ол салдарын алып келеді. Ол сен сойыл жерде күйіп піспесең де, кейінгі ол цепной реакциясын алып кете береді. Енді бір осы жерде, осы заводты салған адамдар, енді білеміз, атын ашып айта берейік, ақшаны экономдайды. Оны салған кезде явно бір супер-пупер материалдарын жасамайды. Оның ішіндегі операторларға, оны жұмыс жасайтын адамдарға тағы да айлығын жартып бермейді, үздіп әйтеуір береді, әйтеуір. Түрі жүрсе болды деген, семьясын бақса болды, үйіне бірінші апарса деп. Ол адам жұмыс жасап жүрген кезде не істейді? Ол да біріншіден экономдайды, жырады, үйіне ұрлауы да мүмкін. Одан кейін сол жерде техосмотрдан өтетін оборудованиялар жылда өту керек десе, жарар 1,5 айда дымда қалмас, қағынбайды, тұр ғой, жұмыс жасап жатыр, мен ақшам жоқ, мен бизнесменмін дейді. Болды. Соның барлығы бір дұрыс емес шешім, екінші дұрыс емес шешім, үшіншісі мынаған алып келеді. Енді жаңағы айтып отырған батыл өрт сөндірушілер, осыларды білесіз бе, қанша сағат өшірілетін? 16 сағат отпен алысады. Ойлап қараңызшы. Біреу қайдағы біреудің ақшасын, тиын экономдайды, ал біреу барып соны 16 сағат мындай судың ішінде сөндіреді соны. Ойлап қараңыз, жазда, ладно, қыста қақаған аязда су болып, үстінің бәрі мұзға атып, сөйтіп өрт сөндіретіндер де бар. Батыл жандар айтып тұрмын, кәдімгі ішіндегі ұйымшылдықты көрсеңіз, енді басқа еш нәрсемен салыстыра алмай қаласыз, ананы көргеннен кейін. Сол үшін заводтарды білу керек, айналада қандай завод бар екен, немен айналысатынын білу керек. Ол мысалы қағаз шығаруы мүмкін, целлулоза, я олар ацетон шығарып жатыр ма, я олар жаңағы пептицид дейтін зат бар, удобрение жасайтын, немесе олар жаңағы текстильный, сіз білмейсіз. Сол үшін айналадағы болып жатқан географиялық, экономикалық заттардың барлығын біліп,
ескертіп бүйтіп ойға түртіп жүру керек, өйткені бұлардың жануы ол 5 секундта алып келеді бүкіл проблеманы. Одан кейін мына пойыздың құлауы. Мен осындай төтенше жағдайлар небір түрін көріп тұрғансың ғой. Мен бір ретте жолға шығып, алдымыздағы пойыз құлап, содан 14 сағат далада тұрғанбыз ғой. Сай далада ешкім жоқ. Алдымыздағы товарный поезд аударылып, рельсті жұлып кеткен. Содан біз артынан келетқан пойыздардың бәрі түк бүйтіп тұрып қалғанбыз ғой. Болды. Жүре алмаймыз, өткенде алдымызда рельс жоқ қой. Енді ойлап қарайсың ғой, пойыз, былай қарасаң, бүткіл жаңағы көліктердің, транспорттың ішінде ең қауіпсізі сол ғой. Ішіне мініп аласың да тік жетесің әйтеуір. Бірақ мысалға аэропортқа барсаң, сенің каждый 1 килограммың үшін бүйтіп түртіп алады ғой, ана нелер, ресепшндағылар. 1 килограммға асып кетсін, перевес төле дейді, шығар дейді. Жаңағы ол қымбат. Мысалы, машинаға отырған кезде де сен оған бәрін тығып тастай алмайсың, оның тоже бір какой-то определенный весі бар. Доңғалақ отырмау керек, багажына сыятын сыймайтын бар. Бірақ пойыз кәдімгі ешек арба, былай қарасаң. Адам деген пойызға қаншама нәрсесін тығып тасиды ғой. Ана китайский сумкалерге салып алып. Енді ойлап қараңыз, товарный вагон. Оның ішінде явно перевес. Ал пойыз жалпы ол өте қарапайым. Екі таяқшаның ортасында темір дөңгелек айналып бара жатыр. Сол оның ішінде еще біздікілер қалай? Көбінесе енді қазірде де бар ғой, задержка болады ғой, кешігіп келетін. Біздің бала кезімізде жарты күнге 3-4 сағатқа кешігіп келу, кәдімгі положняк болды. Спокойно ЖД вокзалға келетін папа отыратын машинада, мысалы, әйтеуір келер деп сол жерде. Сол үшін машинистерге не дейді? Ойбай, қалып баратсың, келесіне ертерге жету керексің дейді. Содан ол не зырылдатып алып келеді. Сөйтіп келатқан кезде, поворотқа кірген кезде ананың салмағы көп. Хотя негізі вагондардың астында салмағы жазылып тұрады, бірақ аэропорт дейін деп жатырмын, ЖД вокзалда весыдан өтпейді ғой ешкім. Мен мысалы қаншама жолаушы болып жүрдім. Ешқашан мен студент кезімде, магистратураның кезінде ешкіммен сумкамды салмағын өлшегенде емес. Хотя қырғын тамақ тасыдық, сол жерде зат тасыдық. Сол үшін ойлап қараңыз, салмағы ауыр, рельсті келе жатыр, скорості, тем более машина өсірді, көтерді. Поворотқа кірген кезде анау не істейді? Ауады. Ауған кезде ол жай ғана аумайды, ол прицепте тұр ғой, бәрі состав. Аналардың бәрін алып кетті өзімен бірге. Рельсті қоса жұлып алып кетті. Ішінде адам болмағанына шүкір дейсің сол кезде. Сол үшін бұны да ескеру керек. Былай қарасаң, қарапайым дүние сияқты, жер, ол жерден асып ешқайда қоймайды, жердің астына пойыз. Бірақ масштабын есептеген кезде ол үлкен жаңағы салдарларға алып келуі мүмкін. Біз мысалы 14 сағат далалықта тұрдық. Түнде мініп 6 сағаттан кейін түсетін жер ғой. 14 сағат далада тұрдық қосымша. Су жоқ, тамақ жоқ, жерге де түсе алмайсың. Кемпір-шалдар вообще безіп кетті, бала безді, сол жерде біраз болдық, быт-шыт болдық. Сол үшін бұл енді дискомфорт қой, жалпы айтқанда. Бірақ ішінде адам болса, ойлап қараңыз, қаншама товар бар, дүние бар деген сияқты, бұның барлығы үлкен салдарға алып келеді. Енді мына мост туралы айтайын. Мостты мысалы салған кезде ойлайсың, түрінен өтіп бара кезде мосттың үстінен енді құламайтын бір таудай қарайсың ғой оған. Бірақ мостты салған кезде қала ол кезде ойлап қараңыз, әрбір мост енді бір 15-20 жыл өмір сүріп келатқан мосттар ғой, енді 30 жыл кейбіреу. Ол кезде қала кіші болды. Бізде демографиялық бум неше рет болды. Соның барлығы қазір үйлі-күйлі болып машиналар бар. Одан кейін бізде жаңа озон қабатының өзгеруі бар, судың өзгеруі бар, коррозиясы бар, ыстық, суық бар. Соның бәрін ескерген кезде ойлап қараңыз, мосттардың жағдайы қандай деген сұрақ туындайды. Сол үшін қазіргі мосттарды қайта реконструкциядан өту керек. Жаңағы әлеуметтік демографиялық жағдай ескерілу керек, климаттық жағдай ескерілу керек, және де соның ішіндегі құрамдар бар. Мысалы, ана етікті алған кезде байқайсыздар ма, европейка дейтін етік бар ғой, қонышында жүн жоқ, бірақ табаны кішкентай, әйтеуір шағын жүн бар. Оны мысалы оңтүстік Қазақстан кие алатын шығарсыздар, бірақ біз солтүстік Қазақстан біз кие алмаймыз оны. Мысалы үсіп қаласың, оны октябрьде кимесең, мысалы ноябрь, декабрьде оған аяғың шыдамайды, кәдімгі оған бізге қатты қалың киім керек. Бірақ ол жаңағы еуропалықтарға, шығыс азияларға жарай береді ол мысалы.
біздің киімді таңдаған кезде курткаларды, қысқы курткаларды байқайсыз ба? Мысалы Канаданың жаңағы брендтері бар ғой, олардікі енді оларда да қатты аяз болады. Олардікі бізге келісе береді. Ал егер де біз бір жеңіл желпі куртка киетін болсақ, әдемі болуы мүмкін, бренд та болуы мүмкін, ақшасы да күшті болуы мүмкін, түрі де күшті болуы мүмкін, бірақ ішіндегі мамығы дұрыс болмауы мүмкін. Мысалы қысқа біздің температураға келісетін біздің ол аязға, желге, суыққа, ұзақтығына және де жаңағы соның барлығын ескеретін біздің қысқы курткаларымыз 90%-ға дейін мамық болу керек, натуральный мамық болу керек, қауырсын емес. Мысалы соның барлығы ескеріледі. Ойлап қараңыз, ол куртка жай, етік жай, ал мост салған кезде оның ішіндегі құрам бетон қайдан келді, құм қайдан келді, оның ішіндегі жаңағы қыртын жыртын железобетон дейтіндері бар, соның барлығы қайдан келді. Олар мысалы олардың еліне келісетін шығар, біздікіне келіспейтін шығар. Сол үшін соның барлығы ескерілу керек. Енді құрылыс айтпасам да болатын шығар, құрылыста талай болып жатады төтенше жағдайлар. Бұның барлығы адамның просто алчный жемқорлығынан, екіншіден үнемдегісі келгеннен болды. Ол жақта басқа проблема жоқ. Климатта басқа да, жай ғана пендешілік. Енді бізде так сағат қанша? 15 минут қалды. Келесі күндері біз басқа тақырыптарды тағы да айтып кетемін. Енді осы төтенше жағдайлар қайсы табиғи болсын, техногендік болсын, бұл сенің мектепте болғанда да, үйде болғанда да, көшеде жүргенде де, қосымшада жүргенде де болуы мүмкін. Сол үшін осы жағдайларға біз не істей аламыз? Дайын болу біздің ғана бойымыздағы, бізден келетін ғана нәрсе сол. Ол үшін біз не істей аламыз? Оның не екенін түсіну. Сен үйде қандай қауіп қатер төнуі мүмкін, мектепте қандай, соны ескере жүру. Сосын қай ситуацияда мен қалай шығам. Қазірде балдарда геймификация деген не бар ғой, мышление бар, Сол кезде сен балаға кәдімгі жай ғана бір әңгіме ретінде айтып отыр. Егер өрт басталса сен не істейсің? Сол кезде ол оны өрт ретінде қабылдамайды, оны кәдімгі ойын, мен содан шығу керекпін, жаңа келесі уровеньге көтерілу керекпін деген сияқты ойлайды. Сол кезде солай дамытуға болады сондай алгоритмдарды. Сосын бізде қазір заман дамыған сайын, тем более соңғы кезде жасанды интеллектті кішкене қосып жіберді бізге прогрессті. Фейк көп. Сол үшін балдарда қазірде кейде болады, үлкен кісілерде де бар негізі ше, андай бір телевизорде немесе телефоннан бір адамның дауысын жасанды интеллект істей алады ғой, неше түрлі роликтер істеп бере алады, соған тыңдаса сеніп алатындар бар, Сол үшін жаңағы сыни көзқарас, критическое мышление деп айтады ғой, соны дамыту керек әрбір балада, әркім өзінде. Кез келген нәрсеге сұрақ айтады ғой, саналы адам білем демейді, мен білмеймін деген сұрақпен қарайды деп. Бұрында айтатын мен Ыбырай Алтынсариннің кітаптарын көп оқыған бала кезімнен. Сонда бір ертегі болған, ертегі емес, әңгіме ол. Қалаға бір нелер келеді, көпестер келеді. Сол кезде бір әйел болады ауылда. Мен бәрі екеу, мен білем деген, екеу сондай семья болады. Не сен айтсаң, мен көрдім, мен білем дейді. Содан елге бір ауылға бір кісі келеді, айтады, менде бір күшті не бар, шапан бар. Ана екеу тұрады, мен білем дейді. Содан күйеуіне кигізіп береді, ана шапанды ілгегін тағып. Содан ана ұшып кетеді. Кісі айтады, көпес, сен білесің ғой, тоқтат ананы деген сияқты. Солай, ал білмеймін деген сұрақ жақсы да негізі. Қалай екен, не болады екен деп сұрақ қойсаң, көп нәрсені біліп алуға болады. Сол үшін мысалы келді ма ақпарат ойлау керек, бұл рас па екен, шын ба екен, білейінші деп тереңдеп үйрене берсе, мысалы сізді сабақ түсіндірген кезде айтуы мүмкінсіз ғой. Мысалы солтүстік Америка кезінде жаңағы Колумб ашты дейді, бірақ оның ішінде аборигендер тұрды. Мысалы оны біреуін Англия, біреуін Испания алып басып алды. Мысалы олар кезінде колониальды елдер ғой, қай қайсысы. Американыкін Англиялар ішіне өсіріп өндірді, Испания талады мысалы. Оңтүстік Американы. Әлі күнге шейін оңтүстік Америка солтүстіктен әлі күнге шейін бір табан төмен келе жатыр, экономикасы бойынша, жалпы даму деңгейі, әлемдегі орны бойынша аренадағы. Соны түсіндіруіңіз мүмкін, ал
қалай ойлайсың, рас па деп. Мен бұрында балдарды жаман алдайтынмын, бірін сен айтып тұрамын да, сосын қалай ойлайсың, шын айттым ба өтірік айттым ба деп сөйтіп мықтанды не істейтінін алдайтынмын да, чтобы өздері барып оқып біліп келсін деп. сосын сондай тапсырма беретін, қайсысы шын қайсысы өтірік, мен айтқанымды тексеріп алыңдар деп. Сол бойынша бағалаймын деп сөйтіп қызықтырып алатын, сосын әдетке айналып кетеді кейін уже бір-екі рет сөйтіп істегеннен кейін. Дәл солай бұл жерде де енді мен өзімнің методымды айтып жатқаным ғой, сізге істеңіз деп жатқан жоқпын, жалпы жақсы солай критическое мышление дамытқан дұрыс деп. Сол балдарға ескертіңіз, қай бұл тек қана төтенше жағдайға қатысты емес, жаңағы мошенниктер бар, ақша сал, ойын, жаңағы неше түрлі бар ғой, 50 мың салсаң 2 миллион алып шығасың, бір бәле шырбәле дейтін небір түрлі қазір мошенниктің түрі бар мысалы. Соның барлығына кез келгеніне айту керек, сұрақ қой, қара, 2-3 жерден қара, 3-4 жерден қара, сосын ғана сен деп. Оқушылардың арасында мындай бар екен, бір-бірін алдайды екен да, ертең сабақ болмайды деп. Біреу соған алданып енді өзі де барғысы келмей тұратын шығар, жүрегі бұрмай. Содан ол бармай қалады екен, маған анау айтты деп. Болды. Ал ол тағы да бір басқа сыныптасынан, класс жетекшісінен сұраса бір бөлек те, ол уже 2-3 мнениені жинап алды. Мысалы сізге доктор диагноз қойса да, сіз бір адам айтты екен демейсіз, екінші, үшінші адамнан қарайсыз ғой. Сол сияқты бұл да. Киім алған кезде де бір адамнан сұрайсыз, екінші адам сұрайсыз, қалай жарасып тұр ма деп. Дәл солай бұл жерде де. Сосын жаңағы өсек айтпай бір-біріне фейктерді таратпау. Енді қандай бізде алгоритм бар? Кез келген жағдайда бұл жалпы төтеншеге бір общий, бұл әр төтеншеге өзінікі бар, артынан бөліп айтамын. Енді кез келген өрт болсын, авария болсын, жалпы біз барлығына айтатынымыз бұл сабыр сақтау. Кез келген жағдай, ол мектепте болсын, өмірінде болсын, жеке өмірінде болсын, адам бірінші сабырлық сақтау керек, өзіне кәдімгідей бүйтіп қағып денесін, мен осындамын, нормально, қазір шешеміз күте тұр деп бүйтіп кішкене сабырға келіп сабасынан түсті деп айтады ғой адам өз-өзіне келді. Одан кейін мектепте мұғалімнің нұсқаулықтарын орындау. Сізде мысалы мектепте жаңағы мектеп қауіпсіздігінің жоспары бар, тамыз айынан бастап бір дайындықтардан өтесіздер, білесіздер мектептің жалпы несін, планировкасын. Сол үшін балдарға біз әрдайым айтамыз, мектепте мұғалімнің айтқанын тыңдайсың, дәл орындайсың. Сол кісі қайда бар дейді, сол жаққа барасың деп. Өйткені әр жерде, мысалы супермаркетке барған кезде өрт болса, сен сатып алушы ол тек қана бір есікті біледі. Ал супермаркеттің ішінде жұмыс істейтін адам ол басқа есіктердің бәрін біледі ғой, арт жақтағы, жанындағы, ішкісін. Сол үшін мысалы кинотеатрда өрт болып жатыр ма, сен кинотеатрдан бір ғана жолды білесің келетін. Ал кинотеатрдың ішінде жұмыс істейтін адам ол басқа жолды біледі. Сол үшін балаға айту керек, сен мектептесің ба, мұғалімнің айтқанын тыңдайсың, супермаркетте жүрсің ба, соның ішіне жұмыс жасайтын адамнан істейсің, үйде жүрсің ба, ата-анаңнан сұрайсың. Яғни кез келген жерде өзінің кәдімгі авторитарный нүктесі бар. Сол адамның нұсқаулығын дәл орындау керек. Және де топпен, егер қосымшада жүрсе, сол топпен біруге болады. Мысалға, шет тілге барған кезде группаларға бөледі ғой. Сол кезде жаңағы сол подгруппаның апайымен болу керек. Егер өзі бір пән мұғалімі болатын болса, сол пән мұғаліммен болу керек. Тағы да балдарды айтайын, жаңағы айтып тұрмын, мұғалімдерден мен әртүрлі нелерді жинап отырамын ғой, информацияларды балалардан. Балдарда, короче, мұндай мнение бар. Мен тек класс жетекшіге ғана бағынам деген. Яғни пән мұғалімі, мысалы, мектепте өрт болып жатса, ол класс жетекшісін іздеп кететін балдар бар. Ал негізі ереже бойынша сен кабинетте қай мұғаліммен болып тұрсың, кімнің сабағы, сол адаммен бірге шығасың. Журналды баланы алып бірге шығасың. Кейбір балдар бар, апайдың өзінің класс жетекшісін іздеп кететін, сынып жетекшісін. Сол үшін соны ескерту керек. Қай кабинетте қай апаймен тұрсын, сол апаймен бірге шығу керексің деп. Сол группамен бірге. Кейде балдар болады, мысалы бір қосымшаға барады да, мен өзім классыма кеттім деп кетіп қалатындар бар. Сондай да бар. Сол үшін ескерту керек, кіммен жүрсін, сол адаммен шығу керек деп. Сосын мектепте ана перекличка бар ғой, таңертең бізде де мысалы қазір перекличка бар. Бұл негізі қауіпсіздік ережесінің прям алтын ережесі. Өйткені шыққан кезде эвакуацияланып болғаннан кейін сіз сол список бойынша тексересіз, кім бар, кім жоқ, кім келді, кім келген жоқ, кім шықты, кім шыққан жоқ деп. Сол үшін сабақ басталарда әрдайым балдарды тексеріп алу керек, кәдімгідей өздеріне де түсіндіру керек, не үшін керек екенін. Бұл менің өмірімде мындай жағдай болды.
кейде болады ғой енді бір қарайсың 1040 бала отыр, бәрі түгел шығар деп ойлап қалатын кейде кешікпейтін балдар болады. Бірақ күнде белгілеп отырасың. Енді күнде белгілеген соң сиясы да әртүрлі болады, адамның почеркісі де әртүрлі болады деген сияқты. Сол кезде біздің университетте бір жағдай болған, бір баланы полиция келіп айтып жатыр да, осы бала бір қылмыс жасады деген сияқты. Ал негізі ол бала сабақта отырды, сол белгіленген камераларда көрсетілген, журналда кәдімгідей көрсетіліп тұр, белгіленіп. Сол үшін бұл перекличка ол маңызды. Шыққаннан кейін ата-анаға ескерту керек, өйткені мысалы мектепте өрт болып жатса, ол ата-анаға жетеді ол хабар. Ата-ананың жүрегі ол естігенше ішіне шығып кете жаздайды. Сол үшін баласы оған ескерту керек, шықты немесе енді мұғалім болса мұғалім, я баланың негізі жауапкершілігіне айту керек, шыққаннан кейін ата-анаңа хабарласып. Және ешбір жағдайда ешқандай бала суық болсын, магазинге барғысы келіп тұрсын, туалетке барғысы келіп тұрсын, бәрібір ата-анасы келіп машинасын пипылдап тұрса да, мұғалімнің рұқсатынсыз, ескертуінсіз өзімен өзі басын аулап кетіп қалуға болмайды. Соны прям ескертіңіз, өйткені ол сізбен шығуы мүмкін, перекличкаға қатыспай, мама папасы келіп тұрса, машинасына мәз болып мініп қалуы мүмкін. Бұл не үшін? Өйткені құтқарушылар келеді, сізге айтады, бәрі шықты ма дейді. Сіз айтасыз, ойбай, мына бала жоқ дейді. Мана болды сабақтың басында, бірақ қазір жоқ. Ауыл үйінде шай ішіп отыр. Сосын құтқарушылар не істейді? Мектептің ішіне кіреді, отқа кіреді. Жоқ баланы іздеп жүреді. Негізінде ол шынымен де отта жатқан баланы құтқаруы мүмкін, немесе ол адам таппай баланы, тем более олар до конца іздейді. Таппайынша шықпайды. Ол өрт сөндірушінің өзі қаза табуы мүмкін. Сол үшін ескерту керек, ешқандай жағдайда алшақтамауға, кетіп қалмауға және қайтып кірмеуге. Бір бала тоже өрт сөндірушілердің айтуы бойынша мектепте сөндірген, шыққан далаға. Содан ана бала зымырап ұшып қайтып бара жатыр дейді ғой мектепке. Ойбай, не болды деп ана баланы айтады ғой, құтқарушылар біз әрең ұстап тұрған бүйтіп жатыр дейді ғой. Жаңа нелер ұқсап секіріп бүйтіп. Не болды десе, ішінде Адидас рюкзагым қалып қойды. Мама өлтіреді деп айтады дейді. Ана баланы тоқтата алмай жатыр дейді. Мамаң сені көргенде қазір қуанады, рюкзак керек емес, тоқта деп. Шок болып тұрған шығар енді, кішкене соң бүйтіп тоқтаттық дейді, шақ дегенде. Сонда ойлайды да, енді балаға мысалы қымбат зат сұрайды, енді миыңды ағыз бала зат сұрайды, сен оған алып бересің, ақшаңды сосын айтасың, құртпа, дұрыс ұста, мен саған осыны алып бердім, туған күніңе, жаңа жылыңа тыныш жүр дейсің ғой, ешкімге берме, жұтпа, соқпа, балшыққа аунатпа. Содан ол ойлаған ғой, өртеніп кетеді, мен мамам өлтіреді мені деп. Сондай жағдайларда болып тұрады. Соны балдарға ескерту керек, ата-анаға, жалпы адамның жанынан артық еш нәрсе жоқ бұл өмірде деп. Сосын бізде мындай бір әдет бар, жақсы әдет. Әрбір презентацияның соңғы парағы осы 3 номерлерге арналған, 3 сандықтарға. Өйткені бұны айта беру керек. Адам бір төтенше жағдайға түскен кезде кішкене паникаға түседі де, ойына еш нәрсе келмей қалады. Бірақ адамға бір затты қайталай берсең, болады ғой, көбейткішті, азайтқышты үйретесің, көбейту кестесі болады ғой. Соны ұйықтап жатқан адамды оятып алсаң, негізі бала кезден сақтап қаласың ғой, көбейту кестесін, азайту кестесін деген сияқты. Мынау да дәл солай, айта берсең, мидың түкпірінде қалып қояды. Бір кризисный ситуацияларда ол бірден осыған звондауым керек, бүйтуім керек деп ол хабарласады. Сол үшін ескерсе беріңіз, 112 бұл сим картасыз да, балансыз да звондай алынады. Сол жаққа звондаған кезде диспетчерге айту керек, мен мектепте өрттің иісін сезіп тұрмын, жану немесе үйде жалғыз қалып қойдым, ата-анам жұмыста, бірақ бізде жанған иіс шығып жатыр деп. Сосын мекен жайын балдар не дейді? Мама, папа дейді, үй дейді. Біз бір бала бар, 2-ші класста оқиды. Мама, папаңның аты кім десе білмейді. Мама дейді, папа дейді. Немесе үйде айтады ғой, Жанка, мысалы Гука деп айтады ғой, адамдар бір-бірін сөйтіп айтады, ол білмейді мама папасының атын, фамилиясын. Одан кейін жаңағы мекен жайы қайда десең, үйде дейді. Мысалы болды. Балаға сол үшін мекен жайды, қай этажда тұратын барлығын ескерту керек. Сосын диспетчерден сұрақ қойуға мүмкін ғой, сен қасында кім бар, есікті аша аласың ба, көршің бар ма деген сияқты сондай сұрақтарға жауап беру керек деп ескерту керек. Енді тағы да мына төменгі жағында курсивпен жазылған бір дүние бар.
бұл балдарға кәдімгідей бүйтіп тұрып ескертіңіз. Көбінесе енді ер балдардың арасында мындай болады, мектепте мысалы бір бақылау болып жатады немесе тестілеу болып жатқан кезде олар қатысқысы келмейді, қорқады, төмен балл алып қалуы мүмкін деп те қорқуы мүмкін. Сосын олар не істейді, школада бомба бар, рюкзак жатыр деп айтуы мүмкін. Ондай болады, шын, енді өмірден алынып тұрған зат, мен сізге айтып тұрмын. Өзінің мектебінде де болды, университетте де болды. Сосын оған келеді құтқарушылар, қарайды, еш нәрсе жоқ, нормально, бірақ балдар таратып жібереді, өйткені қайттан кіргізбейді ондай зданияға. Ол мәз болып үйіне қайтты. Ол телефонмен тексеріледі, ол барлығы анықталынады. Сосын ол бала кәмелетке толмаған, бірақ оның ата анасы бар, иә, бір жаңағы заңды өкілі бар. Сосын оған штраф келеді. Штраф дегенде енді от души штраф 300 000 теңге. Ойлап қараңыз. Сол үшін балдарға ескерту керек. Егер сабақтан қалып бара жатсаң, қатыспай жатсаң, бір кішкене более безопасный методын тап, я мойында, я дайындал, бірақ құтқарушыларды шақырма. Өйткені айыппұл сондай. 300 000 енді. Бір сабақтың құны 300 000 деген енді көрім, мысалы, университеттің бір семестрдің бағасы. Ал мындай да болуы мүмкін. Кейбір балдар қорқады, қатты айтады ғой, қатты оқып алған балдар да болады бізде. Егер бір жерде иіс шығып тұрса, бірақ мен өртті көріп тұрған жоқпын ғой, бірақ ана иіс келіп тұр мұрныма, мен оны шақырсам маған штраф бола ма дейді. Ондай жоқ. Ол үшін аудиозапись жүреді құтқарушыларға звондаған кезде. Сол кезде айту керек, мен осындай мектептемін, я үйдемін, мен бірақ иіс сезіп тұрмын, бірақ білмеймін не екенін деп. Ондай да мен аудиозаписті ондай тыңдадым. Бір соқыр әжей Орал қаласынан мына 101-102-лерге басқан кезде дұрыс басылмай қалып, Қазақтелекомға хабарласқан, кәдімгі сол аудиозаписті өзім тыңдадым. Сол кезде айтады, мен құтқарушыларға звондайын деп едім, бірақ білмейді, басылмай тұр номері. Енді әженің қолы үлкен болады, бүйтіп басылмай қалған ғой кнопкасы радиотелефонның. Бірақ мен үйде резинканың жанған иісін сезіп жатырмын деп. Сондай моменттер болады. Жалпы сол, осы тойғандарыңызбен қалай сізге сұрақтарыңыз болып жатса, қойсаңыз болады. Бізде 2 минуттай уақытымыз қалды. Барсыздар ма? Көріп тұрмын мына жақта Гүлнар Өсіпбековна. Арайлым, сізге түсінікті болды ма қазақша? Иә, негізі маған барлығы түсінікті. Қазақша тілде мен толықтай түсінемін, бірақ маған информация орысша жаңағыдай қабылдау және информацияны беру мақсатында ғана маған орысша слайдтар керек еді, өйткені біздің мектеп орыс тілінде. Бірақ негізі бүкіл Жоқ, біз 2 тілде де береміз. Бізде екеуі де бар, екеуі бірдей кәдімгідей. Егіздер. Иә, көп рахмет, барлығы түсінікті болды. Мына бүгінгі тақырыпта көбінесе жаңағы сіз айтып отқан өмірлік жағдайлар өте көп. Маған өте жаңағыдай көп сұрақтарға мысалы кейде жауап бере алмай қаламыз ғой, мысалы ондай жағдайда не істеу керек? Мысалы жаңа сіз айтқандай иіс сезіліп тұрса да, мысалы соны нақтылап, иісі ғана сезіліп тұр, көрінбей тұр дегенді айтуға болу мүмкіндігі бар, бірақ оның алдында біз көбінесе біз информация берген кезде мектеп тарапынан біз айтамыз мұғалімге, я болмаса жаңағыдай үлкен ересек адамдарға, то есть біздің кіші класстарға міндетті түрде ересек адамға, мұғалімге барып ескертіп айтыңдар деп ескертеміз. Ал жоғары класстарға әрине толыққанды бірінші нұсқама тек қана ұстазға берілсін деп ескерткенбіз осы тарапта. Егер де мектеп жағдайында болса. Ал егер үй жағдайында болса, әрине басқаша. Мен ертеңдері, енді ертең бізде демалыс күн, өйткені мен жолда болам, неге связьға шыға алмаймын, өйткені самолетта болам. 3-ші күні кездескен кезде тағы да сұрақтарыңыз болып жатса жазып алып қойсаңыздар болады. Сосын жекеге мен сізге жіберем. Бұл айтып жатқанда енді мен 1,5 сағат отырып былай қарағанда, бірақ айта беретін зат көп негізі. Оны мен сыйдыртып сізге бәрін айтып бере алмаймын. Мен материалдардың бәрін берем. Сіз соны қарап оқып шығасыз. Сол бойынша сұрақтар болып жатса, талқылауға біз дайынбыз. Мысалы, кейбір адамдарға айтады, менде ондай бар, бізде бір жылдары даже график болған. Осы общий потоктан бөлек бізде тағы да график болды. Бір адам айтуы мүмкін, мен тағы да осыны обсуждать еткім келеді, біздің мектепке сәйкес істегім келеді, бізде малокомплектный дейді. Біреулер айтады, бір мектеп болды, 3 сменде оқиды, то есть бір мектепте 2 мектеп бар, короче, бір зданияда. Сондай моменттерді ескерту үшін біз жеке тағы да кездесіп сөйлесе аламыз, енді график құрып бос уақытта.
кім осылай жеткізе алсақ дейді да. Енді мен сізге түсіндіріп жатырмын, көрдіңіздер, мен сізге әңгіме айтқан құсап айтып жатырмын ғой бәрінде. Байқадыңыз ба? мен андай бүйтіп тұрып алып қақшиып ойбай бүйтіп жатқан жоқпын. Кәдімгі сізбен құрбыммен әріптесіммен отырып шай ішіп әңгіме айтқан құсап айтып отырмын. Сол сіздің ойыңызда жақсы сақталып қалады, және сіз сол өзіңіздің ой елеңізден бүйтіп көктеп аласыз да. Келесіде соны түсіндірген кезде сіз өзіңіздің сөздігіңіз бар ғой, сол бойынша өзіңіздің опытыңыз бар, көрген білгеніңіз бар, сол бойынша сіз өзіңіз айта қойсыз. Менің сөздеріммен де айта беріңіз. Не бар, мұғалім бар, сол басқа оқушылар мен ұқсап сөйлеген ғой, мен примерларымды айтқан ғой, дәлме дәл қылып. Сіз айтады ғой, кім сөйлеп тұр, сразу байқап қалдым дейді да, күліп жібердік сол кезде. Кімнің оқушылар екенін сразу байқап қалдық дейді да. Сондай жағдайлар бар. Сосын тағы да мен енді бүгінгі 1,5 сағаттыққа барымша тез 2х скоростьпен айтуға тырыстым. Прям аузымда жерім жағым ауырып тұр ғой. Тағы да бір күшті нелерім бар, сізге айтатын идеяларым бар. Соны сізге жеткізем. Кімге жаздыңыз ғой, ана чатқа кім қай пән мұғалімі екенін да мен қараған жоқпын, алаңдамайын деп. Дене шынықтыру бар екен, дене шынықтыруға мен сізге бір күшті идея айтам ертең. Биология бар екен. Так, сосын кім бар іште? География бар. Мен географиядан ент кезінде рекордсмен болдым ғой облысымда. Географияны жалпы қабілетін. Так, все, барлығы жазған өзінің пәндерін, жақсы. Өте күшті. Математика, информатика бар. Кстати, Гаухар Бердибековна, сізге де бір күшті идеяларым бар. Мен әр пән мұғалімнен негізі бәрін жазып қойдым. Мен блокнотқа бәрін жазып жүрем. Ыңғайлы маған солай ойлауға, түсіндіруге. Әрбір қай пән келетін білмегесін мен бәріне жазып қойдым. Ертең осы идеялармен сізге бөлісем. Өзіңіз ұнағанын жүзеге асыра аласыз. Сол, енді үй жұмысы тағы да айтып кетейін. Ұмытып кетпей тұрғанда бұны тағы да жіберем сізге чатқа. Мынаны өзіңіз оқып шығасыз да. Мысалы, сіз су тасқынын көрген боларсыз. Немесе шаңды дауылды, жер сілкінсін деген сияқты, қатты ыстық, қатты суық дегенді. Соны өз білетіндеріңізді мына жерге толтырып жазып кетесіз. Соны маған жібересіз. Мен Word түрін жіберем, мынау презентацияға. Word түрін жіберем. Бұл бір үй жұмысы. 2, әркім әр жерден, мысалы Түркістанда болған жоқпын, бірақ осы 26-ға арманға қойып қойдым мақсатыма. Одан кейін неяқты кім бар бізде? Мұхтар Әуезов атындағы Жамбыл облысы, оңтүстік Қазақстан, Қандыағаш. Қандыағаштан кім? Дәурен Ерланович. Мен туылған жерім Қандыағаш, кстати. Қайда Дәурен Ерланович? Астана бар. Так, Шымкент, оңтүстік, Қарасай. Қарасай ауданы бұл қай облыс? Десте жеріңізде, сосын жазып берерсіз маған. Енді қараңыз, бұл жерде әркім бар. Оңтүстік бар, көріп тұрмын, солтүстік бар, батыс бар. Қобда бар екен мына жақта. Әркім өзінің мысалы облысы, ауданы, ауыл, қаласы және сол қалада, ауылда тұрған жерінің ерекшелігіне қарай 2 сұраққа жауап береді. Мана бізде презентация басында болды. Мектепте, үйде маған қандай қауіп төнуі мүмкін деген сияқты. Сол үшін сіз енді мектептің өкілі ретінде тұрған жеріңізде сіздің мектептің қасында қандай зауыт бар, бұл биікте тұр ма, наоборот керісінше сайдың төменгі жағында тұр ма, соның барлығын ескеріңіз. Өйткені мысалы су келген кезде адам биікке көтеріледі да, сіздің мектеп төменде тұрған шығар. Мысалы трансформатордың қасында тұруы мүмкін, заводтың қасында салуы мүмкін, үлкен бір мосттың я заправканың қасында салуы мүмкін. Әртүрлі жағдайлар бар енді. Сол үшін өзіңіздің мектептің географиялық, сосын техногендік қауіпке байланысты қандай ерекшеліктер бар, соны жазып жіберіңіз. Мысалы жазып қойыңыз, мысалы Баубекова, Базаргүл, мынадай мектеп, мысалы облыс, аудан деп жазыңызшы. Кейде мысалы облыстарда аудан мен ауыл аттас болуы мүмкін. Мен соны географиялық картадан түртіп қарап отырамын да, өзіме ұнайды маған соны зерттеу, қай облыс қандай ерекшелігі бар. Сол үшін жазып қоясыз. Сосын бізде мысалы завод алыста, бірақ біз таулы жерде тұрамыз. Бізде мысалы
кеше бір нені тауып алып едім. Қысы -62-ге шейін баратын Қазақстандағы ең суық ауыл бар екен. Адамдары өте аз ішінде. Енді 62 ойлап қараңыз. Мықты ғой да, бірақ грипп жоқ екен. Ойлап қараңыз, сол ауылда грипп жоқ. Күшті да? Бірақ енді аязы деген мощный. Сол үшін әркім өзінің жаңағы жер ерекшелігін жазып жіберсін, жарай ма? Сол екі тапсырма: кестені толықтыру, өзіңіздің мектебіңіздің жаңағы тұрған ерекшелігіне қарай қандай табиғи және техногендік қауіп қатері бар екенін жазып жіберсеңіз болады. Мысалы, мектебіңіз аварийный состояниеда болуы мүмкін. Енді қараңыз, бұл жерде ойлап қарамаңыз, мен бұл қағазды бір жаққа жібереді екен деп. Жоқ, бұл кәдімгі проектке, бұл қайырлы болсын деген мақсатпен, ол жаңа мектепке шағым жазу деген ондай жоқ бізде. Біз ондаймен айналыспаймыз. Біз тек кәдімгідей өзінің ісіне жаны ашып жүрген адамдарымыз естіп, түнге шейін сабақ беріп. Сіз сияқты түнге шейін сабақ оқып отырған. Қазақ тілі мен әдебиеті күшті. Мен бәрін жазып қойдым мына жақта деген. Күшті. Ертең күтіп отырмын келесі сабақты сіздермен талқылауға. Психолог бар, психологқа да күшті не бар. Кстати, менде Аягөз дейтін жерде психолог апай бар, тоже осы бізге проектке қатысатын. Психологтарға да менде кәдімгідей нем бар, идеям бар осы сақ жобасы бойынша. Күтемін сіздерді, келесі сабаққа қосылыңыздар. Егер де отандастарыңыз болып жатса, осы жобаға жазылып, бірақ бүгін сабаққа қатыспай қойған, сабаққа қатысыңыз деп оларға да бір аудио жіберіңіз. Болды. Сұрақтарыңыз болып жатса, болмай жатса, онда айтыңыз, біз тамамдаймыз. Біз анау чатқа не аштыңыз ғой, группа, иә? Сол жерге WhatsApp-па? иә? Сол жерге жібересіз ба? Осындай жаңағыдай біз толтыратын таблицаның бәрін, Иә, кестелерді. иә, мені бүгін қосады Анель, мен сол жаққа жіберем. Болды. Сол жерден аламыз ғой, иә, толтыратын нәрсенің бәрін. Сөйтіп қайтып соған тастаймыз да, сол чатқа. Мгм. Солай тастаймыз толтырып. Болды. Рахмет. Мгм. Ертең просто мен сізге жауап бермеуім мүмкін, өйткені жолда болам, мен ұзақ ұшам, сол үшін ертең бірден егер жауап бермей жатсам, не істемеңіз, мен қарап отырып сіздің жауап беремін, ма? Жарайды. Так, чатты жазып отыр, қаражан. Так, рахмет. Рахмет сіздерге де, сау болыңыздар. Қайырлы Жақсы. түн. Рахмет. Жолыңыз болсын, аман есен болып келіңіз. Рахмет. Сен бүгін кездескенше құда. Бұйырса, иә. Анель, вы сохранили, да? Да.